Отбасының оған тамақ әкелгенін көрген ер адам жүк тиегіштен қуана секірді. Күтпеген жерден келесі күні, екінші күні жүк тиегіштің дөңгелегі жарылып кетті. Анасы күйеуін итеріп жіберу үшін асығыс алға шықты. Әп сәтте екеуі де су астында қалар еді. Қыз ата-анасының қайғылы қазасына куә болды. Бүгін оның туған күні. Оның тортты ашуға да уақыты болмады. Қыз зауыт иесінен ата-анасын құтқаруды өтінді. Бірақ бастық жауапкершілікті өз мойнына алудан қорқып, қарамағындағыларға оқиға орнында тәртіп орнатуды бұйырды. Ол екі кішкентай қызды үйден қуып жіберді. Көшеде қалған қыз аман қалу үшін тек шіріген қалдықтармен қоректене алады. Тіпті жағымсыз иіс оны ауыртады. Аман қалу үшін ол келесі тамағына дейін тамақтануды жалғастыру керек. Қиын кезде қыз бен оның сіңлісі тек қатты жылай алады. Ата-анасынан кек алу үшін есейген Ялан бай қыз кейпіне еніп, жауының ұлына үйленеді. Төраға Шин әлі күнге дейін осындай әдемі келіні болғанына қуанышты. Бүкіл отбасы Яланның тұзағына түсіп қалғанын білмей, Ялан жасырын түрде біреуден енесінің суретін түсіріп, суретті қайын атасының көлігіне салуды өтінді. Қайын атасы әйелінің суретке түсіп жатқанын көргенде, ол ашуланып суретті жыртып алды. Ол үйге келгенде әйелінің телефонмен біреумен жасырын сөйлескенін естіді. Ол ант беріп, әйелінен қанша құпияны жасырып жүргенін сұрау үшін отырды. Сосын тостағандағы сияны алып, әйеліне шашып жіберді. Күйеуінің ашуланғанын көрген енесі кешірім сұрауға бел буады. Екінші жағынан, президент Хуанға коммерциялық құпияларды ашуға уәде берген Ялан президент Чжэннің жеке кабинетіне келді. Президент Чжэннің өткендегі ескі танысына қарап, ол жомарттықпен мейрамханадағы ең қымбат шарапқа тапсырыс берді. Ялин де өзінің бұрынғы топ модель ретіндегі фигурасын көрсету үшін барын салып, көңіл күйін көтеру үшін сексуалды би биледі. Өкінішке орай, Ян Санюдің жаңа күйеуі де осы мейрамханаға клиентпен бірге келді. Бүкіл мейрамхана Ян биін биледі. Сол кезде Санюдің көмекшісі президенттің әйелінің билеп жатқанын көрді. Және Санюге теледидар экранына қарауды ескертті. Сан Ю қобалжып, басын бұрып, теледидарға қарады. Ал флиртпен суретке түскен әйел шынымен де жаңа әйеліне қатты ұқсайтын. Төраға Чжан мас күйінде болған кезде Ялан бизнес құпиялары бар USB флеш дискісін сәтті алды. Ол оны көшіру үшін асығыс досы Джекке берді. Және Джектен күйеуінің де дүкенге келгенін білді. Жеке бөлмелердің ешқайсысынан әйелін таба алмаған Сан Ю ашуланып, әйелінің жиһаз дүкеніне барды. Өйткені түстен кейін әйелі оған дүкенде түнеп, жағдайды зерттейтінін айтты. Сияни дүкенге аяқтың ұшымен кіріп, еңбекқор әйелін іздеді, бірақ оның жүзі әп сәтте мұңдыдан қуанышқа ауысты. Саню Яланды арт жағынан құшақтап алды. Оның оған деген сүйіспеншілігі айқын көрінді. Осы кезде Ялан таң қалғандай кейіп танытып, осы уақыт бойы дүкенде жүргендей әрекет етті. Ата-анасы армандаған Ялан оянды. Ол қасында ұйықтап жатқан күйеуіне қарау үшін басын бұрды. Оның жүрегінде бірден ашу пайда болды. Терезенің сыртында найзағай ойнап, күн күркірегенімен жаңа ғана тұрмысқа шыққан Ялан күйеуінің мойнына қолын созды. Ақырында ашуды ақыл жеңді. Оның кек алу жоспары мақсатына жеткенше, ол күйеуінің осылай тыныш өлуіне жол бермес еді. Келесі күні Ялан өзінің кек алу жоспарын бала күнгі досы Джекпен талқылады. Оны күтпеген жерден күйеуі ұстап алды. Ол кенеттен үйіне оралды. Дәл сол сәтте бәрі ұялып шошып кетті. Тапқыр Ялан жерде жатқан шарап стақанының сынғанын көріп, тура оның үстіне басып кетті. Ол күйеуіне абайсызда аяғын жарақаттап алғанын түсіндірді. Джек көмекке келді. Сүйікті әйелінің жараланғанын көрген Сан Ю екі рет ойланбастан Ялинді қолына алып ауруханаға алып кетті. Кейінірек әйелінің жағдайы жақсы екенін көргенде Сан Ю ағасы Джекке алғыс айту үшін бұрылды. Әлі күнге дейін отбасылық өмірдің бақытына бөленген Сан Ю сізге және өзіне қолдан жасалған екі қуыршақ жасады. Ол қуыршақ түйреуіштерін тапқалы жатқанда құлаған әшекейден сақина тауып алды. Өзіне таныс болып көрінген мына сақинаға қарап, Саню ойланып қалды. Ол өзінің жақсы досы Джекпен кешкі ас ішіп отырғанда осы жұптың сақинасын көріп үлгерген. Сан Ю ойланбастан бірдеңені сезгендей болып, ренжігенін және онымен бірге ішкісі келетінін айтып, жақсы досының үйіне барды. Джек кешірім сұрау мүмкіндігін пайдаланып, ішімдік сатып алуға шықты. Сан Ю Джектің үйін тінтті. Жалғыз досының гардеробының әйелдер киіміне толы екенін көрген Сан Ю ашы және ашулы күлкісін баса алмады. Ол жатын бөлмеге барып, ақ матаға оралған затты алды. Бұл оның сүйікті көбелек қорапшасы екенін білгенде қатты таңғалды. Бұл Яланның аукционда сатып алған көбелек қорабы екені белгілі болды. Сол кезде Сан Ю оны таңғалдыру және көбелек қорапшасының сұлулығын бағалау үшін оны Ялингтен қарызға алғысы келді. Күтпеген жерден арам ниеті бар Ялин оны әдейі жіберіп, тастап кеткен. Осы мүмкіндікті пайдаланып, Синьюдің байланыс ақпаратын біліп ал. Ойланып болған соң, Ялин оған әртүрлі жолдармен жүгінуді жалғастырды. Сан Юның кенет басы айналып кетті. Ол кездейсоқ жерде жатқан қашықтан басқару пультін басып, артына қарау үшін ақырын артына бұрылды. Шен Ю ешқашан мойындағысы келмеген қабырғадағы проекцияда пайда болды. Шен Ю диванға дәрменсіз отырды. Кейіннен Шен Ю түнгі клубқа барды. Онда ол Яланның бұрын пайда болғанын көрді. Сұрақтардан кейін сатушы оған Яланның бастапқыда осында баслайнер болғанын, бірақ отставкаға кеткенін айтты. Мен оның үйленгенін естідім. Әлі де үмітін үзбей, Сан Ю тағы да Джектің ғимаратына барып, күзетшіден жалғыз басты Джек мырзаны іздеп жүрген ханымдар жиі бола ма деп сұрады. Күзетші күліп,
Джек жалғыз емес екенін айтты, және оны әйелімен бірге өте жақсы көретінін жиі көретін. Осы кезде Саню оның некесін Ялан ұйымдастырған қастандық деп санауға мәжбүр болды. Ашуланған Саню ашуын босатты. Ол өзінің ішкі әділетсіздік сезіміне төтеп бере алмай жылап айқайлады. Түннің бір уағында нөсер жаңбырдың астында Саню Яланды тауып алды. Ол қазірдің өзінде бәрі ашылғанын түсінді. Ялан рөлге өз еркімен отырды, ал көлікте отырған Саню ашуын сыртқа шығарды. Ақыр соңында ол әлі де мұның бәрі өтірік деген үміт нұрына жабысып қалды. Бірақ Ялин бәрін өз еркімен мойындады. Ол мұның бәрі өзінің жеке қастандығы екенін мойындады. Оның ішінде Санға деген сезімі. Кішіпейіл Саню Ялин оны ұнатқанша, оның бұрынғы өтірігін жасыратынын айтты. Бірақ Яланның оны ешқашан ұната алмайтынын айтқан сөздері Санюдің психологиялық қорғанысын толығымен жойды. Тілегі толығымен жойылды. Одан да өкініштісі, Яланның абайсызда көлік жүргізуі келе жатқан көліктің соқтығысуына әкеліп соқтырды. Бұл апат Санюдің де шындықты айту мүмкіндігінен мүлдем айырды. Бұл адамды күткен нәрсе Яланның шексіз кегі болды. Ялан есінен танып қалған күйеуін тез арада жүргізуші орындығына сүйреп апарып, күйеуінің саусақ іздерін рөлге қалдырды. Осылайша бәрі күйеуі жалғыз апатқа ұшырағандай болды. Ауруханада күйеуінің жансақтау бөлімін көріп отырып, Ялин өзінің тамаша актерлік шеберлігін көрсетіп, айқайлағаннан кейін есінен танып қалды. Джален күтпеген нәрсе реанимацияда жатқан күйеуінің өмір сүру белгілері болды. Ялин Джектен апатқа ұшыраған басқа жүргізушінің қайтыс болғанын білгенде, ол шошып кетті. Күйеуі оянғаннан кейін оның рөлде отырғанын бәрі біледі. Оның кек алу жоспары әлі аяқталған жоқ. Ол бұлай ұсталғысы келмеді. Ялин Джектен оған көмектесуін өтінді. Джек аурухана бөлмесінде жалғыз қалғанда, оның мүмкіндігі бар деп ойлады. Джек өзін өзі жинап, алақанын бұрынғы ең жақын досы Санюдің басына қойды. Ол екіленіп жатқанда, аурухана төсегіндегі Саню көзін ашты. Джек қатты қорқып кеткені сонша, ол артқа шегінуді жалғастырды. Есін жиған күйеуіне бетін бұрған Ян оның ешқашан тірідей тұруына жол бермейтінін айтты. Екінші жағынан, Санюның інісі көліктен жүргізуші куәлігін тауып алған. Ол бұл туралы бірінші дәрежелі жеңгесіне қуанышпен айтты. Барлығы компьютердегі көліктің басқару экранына қарап, бұл кезде Санюның түрлі түсті көйлек киген әйелмен бірге болғанын анықтай алмады. Ялин әп-сәтте шошып, не істерін білмей абдырап қалды. Ол асығыс үйіне барып, гүлді көйлек іздей бастады. Оны енесі ұстап алған кезде, ол үрейленіп, үйге таза киім алуға келгенін айтты. Ялин апат болған күні киген барлық киімдерін өрт сөндіру шелегіне лақтырып жіберді. Содан кейін ол біраз тынышталды. Бірақ ол басын көтергенде, күйеуінің аурухана халатында оның алдында тұрғанын көрді. Шошып кеткен Ялан жүгіруге асықты. Соңғы оқиғалар оны қатты қобалжытып үлгерді. Ялан күйеуін оянбасын деп қарғап ауруханаға қайтты. Келесі күні күйеуі оның білегінен ұстап алды. Санюның ерні әлі күнге дейін Яланның атын бұлдырап күбірледі. Үрейленіп, Ялан Санюның төрт түтігі бар түтікке қолын созды. Бірақ дәл осы сәтте төсекте жатқан Санюның талмасы болды. Дәрігер науқаста ұстама болса, дереу қоңырау шалу керектігін айтты. Бірақ Ялан олай етпеді. Ол құлағын жауып, бұрышқа тығылып, күйеуін ауырсынудан дірілдеп қалдырды. Осыдан кейін дәрігер Санюдің жағдайы нашарлап, оның көкөніске айналғанын анықтады. Тек ғажайыптан үміттену ғана қалады. Драмалық актрисаның рухы Яланға қайта оралды. Ол інісі Санның көзінше жерге құлап түсті. Үйде Ялан күйеуінің кереметі асқынып кетпес үшін қайын атасы мен енесін шетелде мамандар жалдадық деп өтірік айтуға көндірді. Ялан күйеуін демалу және емделу үшін саяжайдағы виллаға көшіргісі келеді. Келінінің ұлына деген сүйіспеншілігін көрген енесінің ата-анасы оның өтінішіне келіскен. Олар Синаны зұлым әйелден одан да қатыгез кек күтіп тұрғанын білмейді. Ялан күйеуіне қамқоршы жалдайды. Ол медбикеге оның рұқсатынсыз ер адамға дәрі-дәрмек немесе инъекция бермеуін айтады. Абдырап қалған медбике мұның нені білдіретінін түсінбейді. Бірақ бұл оның игілігі үшін деп дөрекі түрде айтады. Ақ көңіл Молли жарасын көк жууға дайындалып жатыр. Ол қорғаныс құралдарымен дәкені шешіп алған кезде, оның алдында тұрған адамның шын мәнінде оның жасырын жақсы көретін ағасы екенін білгенде таң қалды. Неліктен мұндай мейірімді адамға әйелі осылай қарайды? Молли бар күшін салып, кетіп бара жатқан дәрігерді тоқтатты. Ол дәрігерден неге бұл жерде дұрыс дәрі-дәрмек немесе медициналық құрал жоқ екенін сұрады. Ялин күйеуінің жағдайын бұдан былай жақсарту мүмкін еместігін ескертіп түсіндірді. Ол күйеуін мағынасыз емдеуге ұшыратқысы келмеді. Осыны айтып, екеуі аяусыз бірге кетіп қалды. Түннің бір уағында төсекте ес-түссіз жатқан қайырымды адамын бақылап отырған Молли естеліктерге батып кетті. Сол күндері Саню балалар үйінде тұрды. Ал жас Молли адамзаттың жылуын сезінді. Есейе келе Молли бұл әдемі қайырымдылыққа жасырын түрде ғашық болды. Ол кішкентай кезінде Саню Моллиге жылулық сыйлады. Енді Молли жасырын түрде қайырымды адамының ақшасын қайтаруды ұйғарды. Ол күн сайын Санюдің денесін сүртіп, қазір ес-түссіз жатқан аяғына массаж жасайтын. Саню өзінің сүйікті музыкасын тыңдай алу үшін бірнеше жылы сөздерді оқы. Санюді үнемі таза ауаға шығарыңыз. Санюге өз тарихыңды қайта-қайта айтып бер. Шынайы махаббат дәл осылай болу керек шығар. Екінші жағынан, төраға Шан Ялиннен қорқытатын анонимді хабарлама алды. Хабарламада ұлының аурухана төсегінде жатқанын көргенде қандай сезімде болғаны сұралды. Және бұл оның 25 жыл бұрын кек алу үшін өлтірген адам екені айтылған. Төраға Шан есінен танып қала жаздады. Ол бұған жауапты адамды табу керек деп айқайлады. Ауруханада Молли жасырын түрде Санюға дәрі сатып алуға шықты. Ол сондай-ақ вегетативті жағдайды қалпына келтіру үшін кейбір емдеу әдістері туралы дәрігермен кеңескен. Өкінішке орай, ауруханада жатқан Моллиге Санюдің отбасы қонаққа келетінін хабарлады. Жағдай өзгерді. Санюдің отбасы виллаға келді, бірақ оның бос екенін көрді. Тек Саню ғана аурухана төсегінде жалғыз қалды.
ал үй жағымсыз иіске толы болды. Қайтып оралуға асыққан Моллиді Саню отбасы сұрады. Моллидің емделуге арналған құрал жабдық сатып алуға кеткенін көрген отбасы мүшелері Моллиді тым көп кінәламады. Төсекте жатқан Сианиге қарап, отбасының барлық мүшелері қайғыға толы болды. Оның сіңлісі Сан Ю мен Яланның суретін тумбочкаға қойған бойда өсімдік тектес Саню ашудан дірілдеп кетті. Осыдан кейін отбасы мүшелері Моллиге сенуге болатын болмайтынын талқылады. Оның әпкесі Моллидің бастамашылық танытып, емдеуге арналған құрал жабдықтар алуға қабілетті болып көрінетінін айтты. Күтпеген жерден бұл сөздерді үйге жаңа келген Джален естіді. Ол ашуланып, саяжайдағы виллаға барып, Моллиден күйеуін неге оның рұқсатынсыз емдегенін сұрады. Ашуын шығарған соң, ол оны жұмыстан шығаруға шақырды. Ақ көңіл Молли Джаленнен оған тағы бір мүмкіндік беруін өтінді. Өзінің адалдығын көрсету үшін Молли сатып алған құрал жабдықтарын асығыс лақтырып жіберді де, ақшасы жетіспейтінін және бұл жұмысынан айырыла алмайтынын айтты. Бұл Джаленнің кешіріміне лайық болды. Қасында ешкім жоқ екенін пайдаланып, Ялан күйеуінің денесіне қайнаған су құйып жіберді. Күйеуінің жауап бермегенін көргенде, көңілі толмай, тағы бір кесе құйып жіберді. Сонда ғана күйеуінің әлі оянбағанына сенді. Ол кеткеннен кейін аурухана төсегінде жатқан Сан Ю тұншығып, ауырып газданды. Сан Ю бұл жауыз әйелді жек көретін. Ол көкөніске айналса да, Ялан оны әлі де жібермеді. Ялан кеткеннен кейін Молли үйге қайта кіріп, жерге құлап түскен Сананы көрді. Оның жүрегі қатты ауырды. Ол асығыс оған көмектесуге келді де, Сан Юдің есін жиғанын көріп таңғалды. Қараңғы, жаңбырлы түнде үйіне қайтып келе жатқанда, Ялан жолдың ортасында тұрған ашулы күйеуін көргендей болды. Ол оны кек алу үшін іздеді. Ол қорқып, рөлді қағып кетті. Содан кейін Ялан көліктен түсіп, ағаштың түбіне тығылды. Оған жаңбыр жаусын. Ол дәрменсіз айқайлады. Оның жаңа күйеуі оның кек алу ниетін ашты. Екеуі көлікте қатты ұрысып қалды. Содан кейін апат күйеуінің вегетативті күйде болуына себеп болды. Жас Ялен мен оның әпкесі сыртта қалып, аштыққа шыдамай қалғанда, олар тамақ ұрлап кеткен. Оларды ұстап алып, ұрып соққан. Олар тіпті қараңғы бөлмеге қамалып, адамгершілікке жатпайтын азаптауға ұшырады. Басынан өткерген азапты ойлап, Ялан қатты қиналды. Бұл оның кек алуға деген сенімін арттыра түсті. Кек алу жолындағы кедергілерді жою керек болды. Жиһаз дүкенінің қызметкері ең бастауыш сыныпта оның сыныптасы болған. Оның жалған жеке басының әшкереленуіне жол бермеу үшін Ялан бала күнгі құрбысын жұмыстан кетемін деп қорқытты. Күтпеген жерден бұл бастауыш сыныптағы сыныптасы Яланмен түскен суретін алып шығып, Яланның өмірін қиындатса, оның жеке басын ашуға тура келетінін айтып қорқытты. Екінші жағынан, Молли өзін Санюмен таныстырды. Ол бала кезінде Санюден қаржылай көмек алған, ал Молли оны қайырымды адам деп есептеген. Саню бұл кішкентай әпкесін есіне алып, басын изей алмай қиналады. Ол Моллидің отбасына оның оянғаны туралы айтқанын қалады. Күтпеген жерден Молли Яланның телефонын тартып алғанын айтты. Және олар мұндай шалғай жерден көмек іздеуден уақытша ғана бас тартуы мүмкін. Оның кім екені белгілі болады деп қорыққан Ялан тағы да бастауыш сыныптағы сыныптасын тауып алды. Ялан оған өзінің бақытсыз балалық шағы туралы және қазіргі өмірінен кеткісі келмейтіні туралы айтып берді. Ол сөзін аяқтап, сыныптасының алдында тізе бүгіп, оның құпиясын сақтауын өтінді. Бұл жұмсақ жүректі бастауыш сыныптағы сыныптасы дал Яланға. Екінші жағынан, Шен Ю Моллидің көмегімен жертөлеге түсіп, өзі үшін оңалту тренингін өткізгісі келді. Шен Ю зұлым әйелінен кек алу үшін кез келген азапқа шыдай алады. Бір күні кешке жаттығуды енді ғана аяқтаған Шен Ю Яланға тап болды. Ол күтпеген жерден оның қасына келді. Ялан ашуланып, Сиани вегетативті күйінен оянса да, оны жібермейтінін айтты. Ол Сан Юның бүкіл отбасын азапқа салады. Ялан мүлікті беру туралы құжатты қолдан жасап, оған мөр қою үшін Санның саусағынан ұстады. Осы кезде ұйықтап жатқандай кейіп танытқан Шен Ю ашуланып кетті. Осы кезде Яланға доктор Джек телефон соқты. Оған қан анализінің нәтижесі оның жүкті екенін көрсеткенін айтты. Ялан қатты таңғалды және оған сене алмады. Ол бірнеше күн бұрын Санаға үйленді. Ол қазірдің өзінде көкөніске айналды. Бұл қалайша кездейсоқтық болуы мүмкін. Ялан тез шешім қабылдады және күйеуінің көзінше түсік жасатуға жазылғысы келді. Ол қанша баласы болса да, баласынан құтылудан тартынбайтынын айтты. Ялан кеткеннен кейін Сан Юның ашуланғаны сонша, ол есінен танып қалды. Ол армандаған баланы осы қатыгез әйел үзіп тастағалы жатыр еді. Вилладан шығып бара жатып, Ялан Моллиге оның рұқсатынсыз ешқайда кетпеуін айтып, оны қарау үшін екі оққағарын қалдырды. Молли бұл әйелдің тактикасының қаншалықты қатыгез екенін елестете де алмады. Ол Санға полицияға хабарласуға кеңес берді. Бірақ Сан Ю бұл ессіз әйел оның отбасынан кек алады деп қорықты. Ол Яланның ниетін жеке өзі білуге бел байлады. Екінші жағынан, қайын атасы Янның компаниясын бақылауға алуға дайындалып жатқан еді. Бірақ ақылды Ялан оның жүкті екенін әдейі көрсетті. Оның қайын атасы, егер Ялан шынымен Синиден жүкті болып қалса, онда оған асықпау керек. Компанияны бақылауға ал. Сонда Джек Яланның мүлікті бала арқылы алғысы келетінін кім білген? Ашуланып, инен Синиден шынымен балалы болғысы келетінін сұрады. Ялан тек жүктілік диагнозын қойып, диагноз қойылғаннан кейін баласынан құтылғысы келетінін айтты. Келесі күні Санюдің анасы ұлына түрлі түсті доплерография әдісімен түсірілген суреттермен қонаққа келді. Ол вегетативті күйде жатқан ұлына Яланның баласына жүкті екенін аралас сезіммен айтты. Осы кезде Ялан жылап, Сианиді жұбатып,
олардың баласына міндетті түрде жақсы күтім жасайтынын айтты. Екеуі кеткен соң, Саню суретке қарап, жүрегіндегі қайғымен күресуге тырысты. Содан кейін Шен Ю қайғысын қалпына келтіріп, қарқынды оңалту жаттығуларынан өтті. Ол әйелінің кінәсінің дәлелін тез арада өз қолымен тапқысы келді. Бір айдан кейін өзіне сенімді болған Шен Ю Малидің атын жамылып, вилладан қашып кетті. Сырттағы таза ауаны сезген Шен Ю жеңілдік сезімін сипаттай алмайтынын айтты. Ол өзінің алдыңғы есігіне жақындады, бірақ өкінішке орай, оны жаңа ғана оралған Ялан көрді. Саню шошып қашып кетті. Ялан таныс фигураны көріп, қуып жіберді. Саню көлігіне мінейін деп жатқанда, Ялан оны қуып жетіп, оны қатты қысып алды. Қашып кетпек болған кезде, Саню қолындағы сақинамен қолын кесіп алды. Сол түні өзіне орын таппаған Ялан Саню тұрған виллаға барды. Ол Сан Юның әлі де көкөніс сияқты төсекте жатқанын көріп таңғалды. Ол Санюдің қолының артына қараса, кенеттен қолының артқы жағындағы жараға таңғыш тауып алды. Бәрі ашылып кетті деп қорыққан Ялан газ плитасын қосып, бүкіл вилланы өртеп жіберді. Сосын артына қарамай асығыс кетіп қалды. Әйелінің соншалықты мейірімсіз екенін көрген Саню ашуланып тістерін қайрады. Әйелінің кек алуына алаңдаған Саню ұзақ уақыт бойы сақтық шараларын қабылдағаны белгілі болды. Ол өзіне ұқсайтын мұлаж жасады. Ол әйелінің газ плитасын қосқанын естігенде қауіпті түсінді. Саню төсектегі қуыршақтың атын жамылып, оған Ялин екеуі алмасқан махаббат белгісін кигізді. Вилладан кеткен Ялин компанияға кетті. Ол жұмысты талқылап, өзіне алиби алу үшін кетіп бара жатқан қайын атасын әдейі тоқтатты. Екінші жағынан, дәрі-дәрмек сатып алып, жаңа ғана оралған анасы вилланың өртеніп жатқанын көріп, есінен танып, өзін отқа лақтырып жіберді. Осы кезде Яланға вилладағы өрт туралы қоңырау түсті. Ол қатты таңғалғандай кейіп танытты. Ол оқиға орнына келгенде, Ялан Оскар сыйлығын алған актерлік шеберлігімен тамаша өнер көрсетті. Ол өрт сөндірушілерді қатты итеріп жіберіп, күйеуін құтқару үшін виллаға кіруге тырысты. Отбасы тергеу үшін полиция бөліміне жеткізілді. Бастапқыда полиция жарылыс газдың ағып кетуінен болған деген қорытындыға келген. Сол кезде Ялин қайын енесінің бүгін күйеуіне қонаққа барғанын және Санюға шөптен жасалған дәрі қайнатқанын айтты. Ол газды өшіруді ұмытып кеткен болуы керек. Бұл жарылысқа әкелді. Ол сөйлеп тұрғанда, эмоция оған жақсы әсер ете бастады. Және ол Санюны өлтірді деп енесін кінәлады. Ашудан есінен танып қала жаздаған енесінің өзін қорғауға мүмкіндігі болмады. Баласынан айырылу азабынан енесі төсекке таңылды. Қайын атасы күн сайын қайғысын алкогольге батырып отырды. Санюдің інісі күнде мас болатын. Бұл отбасының қайғысы Яланның көргісі келетіні ғана. Бірақ бұл Яланға жеткіліксіз. Ол сондай ақ барлық мүлікті күйеуінің атына рәсімдегісі келеді. Ялан мен Джек адвокат Синаны табады. Ол күйеуінің мүлкін мұраға қалдырғысы келетінін айтады. Бірақ оған Синюдің барлық мүлкі жетімдер үйіне сыйға тартылғанын айтады. Ұятсыз Ялан жетімдер үйіне барады. Ол сыйға тартылған барлық мүлікті қайтару үшін субсидия ретінде қолма-қол ақшаның бір бөлігін пайдаланғысы келетінін ашық айтады. Балалар үйіне жауапты бұл мүмкін емес екенін және мүлікті беруді донордың өзі ғана жүзеге асыра алатынын айтты. Қабырғаға соғылған жалан тек бас тарта алады. Ол енді кетейін деп жатқанда, Ялан дәл Саню сияқты күн астында кептіріліп жатқан киімдерді көрді. Осы кезде оның жүрегінде қорқынышты сезім пайда болды. Саню қашып кеткеннен кейін Молли оған тағы да көмектескені белгілі болды және ол уақытша өзі тұратын баспанада қалды. Жыл сайынғы жалпы жиналыста Ялин күйеуінің орнына компанияға қамқорлық жасайтын менеджер ретінде сөз сөйледі. Бірақ күйеуі компанияға меншік құқығын оған бергісі келетінін ашық айтты. Ол жұмысты аяқтағаннан кейін күйеуінің бас бармағының ізі бар аударма құжатын алып шықты. Бүйірдегі қайын атасы мұны көргенде қатты ашуланды. Ол сонша қиындықпен басқарған және ұлына тапсырған компания келініне өтпекші болды. Ол ашуланып кете жаздады. Отбасын жасырын бақылап отырған Шен Ю ақыры байсалды қадам жасауға бел буды. Ол өзін толығымен өзгертіп, осы жауыз әйелден кек алу үшін бет әлпетін жасағысы келді. Оның дауысы бұрынғыдан басқаша естілуі үшін Саню тіпті дауыс сымдарына коллаген енгізді. Айнадағы бір түрлі, бірақ әдемі тұлғаға қарап, Саню әлі де өзінің сүйкімділігін арттырғысы келді. Ол фитнес жаттығуларының арқасында мінсіз денеге ие болды. Атқа міну сабақтары оны талғампаз етіп көрсетті. Тамақ пісіруді үйрену әйелдің жүрегін жаулап алуды білдіреді. Музыкалық аспаптарды меңгеру арқылы ол өнерлі талантқа ие болды. Мінсіз адамға айналған Саню кекпен оралды. Ол әйелінің шексіз ашуын көтергенін қалады. Ол бастапқыда өзіне тиесілі жиһаз дүкеніне келді. Әйелінің екі жүзді, опасыз махаббатын ойлағанда, ашудан көзі қызарып кетті. Санюдан шақырту алған Ялан кездесуге жоспарланғандай келді. Мына сұлу жігітке қарап отырып, Яланның жүрегі қуанышқа бөленді. Саню шетелден оралған бай кәсіпкер болып көрініп, дәл осылай жауап берді. Ол курортқа ақша салып, Джейлен компаниясының жиһаздарын пайдаланғысы келді. Ер адамның ата-анасы туралы білгеннен кейін, Ялан бір қызығы аздап әйелдік қимыл көрсетті. Тамақ ішіп отырғанда, Ялан мейрамхананың сыртында өнерлі болып көрінетін адамды көрді. Ол қорқып, стаканын аударып жіберді. Саню көйлегін тез шешіп, Яланның тізесіне қойды. Оның айтуынша, мен қабылдаған қонақтың өзін жайсыз сезінгенін қаламаймын. Бір Яланның жүрегінде, бұл әйелдің жүрегінде толқу пайда болды. Кешкі астан кейін Ялан әлгі адамды тауып алып,
оны енді өзіне жақындатпауды қатаң ескертті. Олардың жанжалын Саню кездейсоқ көрді. Ол әлі кетпеді. Қызығушылығының жетегінде кеткен Саню ер адамның қасына келді. Бұл адам Яланның елес дизайнері болып шықты. Бұған дейін Ялан жиһаз дизайнының барлық нәтижелері оның алдында тұрған адамнан шыққан деп ойлап, өзін алдап жүрген. Дизайнер Яланға дизайн нәтижелерін көрсеткенде, Ялан оны сүйіспеншілікпен марапаттайтын. Бұл дизайнер Жаланның иісіне тәнті болғаны анық. Кешке Ялан Синьомен жұмыс істегісі келгенде, ол дизайнердің жұмысының нәтижелеріне тағы бір рет көз жүгіртті. Ялан қарсы тұра алмады және бұл дизайнның керемет екенін айтты. Сондықтан ол дизайнерге ар-ұжданын аямай хабарласып, көмек сұрады. Дизайнер Яланға жұмыс беруге дайын болды. Бірақ Ялан жұмысқа орналасқаннан кейін оны елемеуі үшін оның сақтық көшірмесін қалдырды. Келесі күні Ялан дизайнерлік жұмысымен бірге жұмыс істеу үшін Санюге барды. Саню бұл жиһаздың дизайнын қатты мақұлдады. Ялан өзін кішіпейіл етіп көрсетіп, бұл кездейсоқ таңдаған дизайндарының кейбірі ғана екенін айтты. Керісінше, Ялан шақырған дизайнер мұны көптен күтті. Шын мәнінде, кездесуге барғысы келмеген арамза әйел дизайнердің резиденциясына рейд жасап, оның жұмысының көшірмесін сатып алған. Әлгі жауыз әйел басқа адамның жұмысын ұрлап кеткен. Дизайнер шындықты білгенде, оның жүрегі сыздап кетті. Екінші жағынан, Сан Ю Яланды азғырып, екеуі бірге атқа мінуге аттанды. Бірақ, өкінішке орай, оқыс оқиға болды. Саню өз жоспарын орындап, көмекке келді. Есеңгіреп, ес-түссіз жатқан Яланды көргенде, Саню бұл жауыз әйелді өзіне ғашық етіп, одан ең қайғылы түрде аяусыз кек алуға ант берді. Дәл осы кезде қайтыс болған дизайнердің әпкесі шетелден оралды. Ялиннің шошып кеткенін көрген Шен Ю шайға су құйып, оның жағдайын сұрады. Сан Юның ұсынысы бойынша Ялан осында түнеуге келісті. Сосын Сан Ю қолын созып, шошып кеткен әйелге кешкі ас әзірледі. Ер адамның таныс келбетін бақылап, оның ызылдаған таныс әнін тыңдап отырғанда, Ялан күйеуінің өліміне не себеп болғанын ойламай тұра алмады. Екеуі де макарон жегенді ұнататын, және олардың әдеттері бір-біріне өте ұқсас болып көрінді. Қиындыққа тап болған Ялан бұған онша мән бермеді. Тамақ ішіп отырғанда, Саню, әрине, макаронды Яланның аузына дейін ұстады. Ер адамның іс-әрекетін бақылап отырғанда, Ялан оларды әлі де қорқынышпен қабылдады. Дәл осы сәтте Джек Яланға қоңырау шалды. Ол екі ойлы болып, өтірік айтты. Ол өте алыста екенін және аяқтағаннан кейін оған қайта қоңырау шалатынын айтты. Екінші жағынан, Джек Яланның өтірік айтып жатқанын сезіп, жүрегі дүрсілдеп кетті. Көп ұзамай шаршаған Ялан ұйықтап қалды. Джек қайта қоңырау шалды. Бұрынғы ең жақын досы Сан Юға бір қарап отырып, ол ашуын басады. Ол Сан Юға Яланның іскер серіктесі екенін, Яланның қатты шаршап, ұйықтап қалғанын айтты. Ол Джекке вилланың қай жерде екенін де айтты. Сосын Сан Ю телефонды әдейі қоймады. Ол Яланға бұрылып, оған ұйықта деді. Мұны естіген Джек шошып кетті. Ол асығыс есіктен шығып кетті. Жол бойы ол телефон арқылы Яланға жете алмады. Саню Яланның телефонынан батареяны алып қойған болып шықты. Джек виллаға асығып кетті. Бұл кезде Саню кетпекші болды. Бәрі оның жоспары бойынша жүріп жатты. Бөлмеге баса көктеп кірген Джек Яланның төсекте қатты ұйықтап жатқанын көргенде қатты ашуланды. Ол Яланды аяғынан тік тұрғызды. Әлі ұйықтап жатқан әйел Джекке таңдана қарап, оның мұнда не үшін келгенін сұрады. Осы кезде Джек қолын көтеріп, Яланды шапалақпен ұрмақ болды. Ақырында ол өзін ұстады да, Яланнан неге оған өтірік айтқанын сұрады. Сен мені Сананы алдағандай алдай аласың деп ойлайсың ба? Ялан өзін кінәлі сезінудің орнына бұл түсініспеушілік деп ашуланып айқайлады. Содан кейін Джектен серіктесінің өмірін қиындатып жатқанын сұрады. Олардың қарым-қатынасында жарықшақ пайда болды. Ялин Сан Ю салған тұзаққа түсіп қалды. Екінші жағынан, Сан Юның қатты уайымдаған анасы өрт шыққан виллаға келді. Ол кездейсоқ құлаған есік пен терезе құлыптарын тауып алды. Өрт шыққан күні ол терезені ашқаны анық, бірақ құлыптар әлі де құлыптаулы тұрды. Келесі күні Саню отбасына хат жіберді. Отбасы бұл түсініксіз жедел жәрдемді көргенде, олар онша мән бермеді. Сол кезде Ялан кездейсоқ үйге келіп, қайын енесінің бұл оға жедел жәрдем туралы айтқанын естіді. Ялан қобалжып, пакетті енесінен алып, жедел жәрдемнің өзіне бағытталғанын айтты. Осыдан кейін ол асығыс жатын бөлмеге оралды. Оның түнгі клубтағы тәжірибесі компакт дискіге жазылғаны белгілі болды. Оның шетелден оралған жоғары білімді әйелдің ойдан шығарылған тұлғасы дерлік ашылды. Бұл жағы Сан Юның бұл сырды кім білетінін көрсетеді. Ол әлі тірі. Сананы табу үшін Ялан мен Джек Сананы бағып отырған медбикені жем ретінде пайдалануға шешім қабылдады. Молли Санюден көмек сұрап, шұғыл мәтіндік хабарлама алды да асығыс таксиге отырып, үйіне қарай жүгірді. Ялан мен Джек оның соңынан ерді. Көлікте үрейленген Молли Санюге қоңырау шала берді, бірақ жауап болмады. Ақ көңіл Молли шыдамсыздықпен жылай жаздады. Сан Ю кек алудың келесі қадамын жоспарлап, үйде душ қабылдап жүрген болып шықты. Көлік Санюдің үйіне жақындап келе жатқанда, душ қабылдауды аяқтаған Шен Ю телефонындағы қабылданбаған қоңырауларды көріп, қайта қоңырау шалғаннан кейін оларды жібермегенін түсінеді. Молли, маған хабар бер. Иіндің қастандығы болса керек. Бұл тұзақ екенін түсінген Молли бірден көлікті бұрады. Ақыры көлік Санюдің бұрынғы үйіне тоқтайды. Моллидің үйіне кіріп бара жатқанын көргенде, Ялан бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, Моллидің бос сөз айтуына жол бермеу үшін үйге қайта асығады. Сианидің басшылығымен Молли біреу оған кездейсоқ хабарламалар жіберу үшін Саню есімін қолданғанын айтып, кері соққы берді. Содан кейін ол телефонды президент Шенге берді.
Ол оны көргенде ант беріп, қайтыс болған ұлы туралы әзілдесуге кімнің жүрексіз екенін сұрады. Жақын жерде тұрған Ялан шошып кетті. Ол Моллидің басқа нәрселер туралы аузын ашу мүмкін деп қорықты. Ол Моллидің туыстарын қайғырған өткені туралы айтуына жол бермеу үшін сылтау айтты. Сан Ю өз мақсатына жетті. Моллиге ескерту жасап, оны үйіне жіберді. Түнде үйінен жасырын шыққан Ялан Джектің үйінде кек алу жоспарын талқылап жатқан. Осы кезде Сан Юның сіңлісі Сан Хуи телефон соқты. Ол өзінің сүйікті ағасы Джекпен сөйлескісі келді. Джек үйде жоқ екенін айтып, Сан Хуиден аяусыз бас тартты. Сан Хуидің есікшіден Джекке қайтып келгенде гүл сыйлауын сұраудан басқа амалы қалмады. Күтпеген жерден есікші Джек пен оның әйелінің үйге қайтып келе жатқанын жаңа ғана көргенін айтты. Мұны естіген Сан Хуи ашуланып жоғарыға жүгірді. Жоғарғы қабаттағы екеуі жаңа ғана қызыл шарап ішіп, қыңыр Сан Хуиге қарады. Ян мүлде аң-таң болып, Джекпен қарым-қатынасы ашылады деп қорықты. Сол күні Сан Ю бұрынғы әйелінің соңынан қонақ үйге барып, оның ең жақын досымен қол ұстасып тұрғанын көрді. Сан Юдің көздері ашуға толы болды. Ялан мен Джек бөлмеге кіргеннен кейін, ол екеуін де көрсетуге шешім қабылдады. Сан Ю әпкесіне Джектің атынан ызмыш жазды. Сан Ю өзінің сүйікті ағасы Джек жіберген қонақ үй ақпаратын қарап шықты және ол күмән тудырды. Ол Джекке телефон соқты, бірақ ешкім жауап бермеді. Джек Яланға шаш қыстырғышын беріп, оны әрқашан күтетінін айтты. Қызметкерлермен бірге барбекю жасап жүрген Сан Юның інісі де бір түрлі зымыс хабарлама алды. Ол Джек оған қонақ үйдің суретін неге жібергеніне таңғалды. Дәл осы кезде Сиан Ху телефон соқты. Ол ағасы Джекке жете алмай, қатты уайымдап, ағасының оны қонақ үйге дейін шығарып салғанын қалады. Дәл осындай сұрағы бар Шен Ю әңгімені аяқтап, асығыс қонақ үйден шығып кетті. Джек Яланмен алғаш кездескен кездегі көріністі есіне алды. Ол кезде Ялан әлі де түнгі клубтың жетекшісі болатын. Джек Яланды ата-анасының қарапайым жүк тиегіш апатынан қаза таппағанын айту үшін ғана тапты. Бұл біреудің ата-анасынан кек алу үшін жоспарлаған қастандығы еді. Ялан Джек сұрағанның бәріне келісетінін айтты. Джек ешқашан күтпеген нәрсе, ол Яланға шынымен ғашық болады. Дәл осы сәтте қонақ үйге Сан Юның інісі келді. Ол есік қоңырауын соғып, оның Сан Юның інісі екенін көрді. Джек аң-таң болды. Бөлмеде отырған Ялан дыбысты естіп, бірден оянды. Келесі екінші Сан Хуи де қонақ үйге жүгіріп келіп, бұл оның шынымен де сүйікті Джек екенін көрді. Сан Хуи Джектен бір әйелмен бірге ме деп сұрады да, әдейі оған бас тартуға рұқсат берді. Төсекте жатқан Ялан есік сыртындағы екі адамның дауысын естіп, қатты шошып кетті. Толқып тұрған Сан Хуи бөлмеге кіріп кете жаздады. Бірақ Джек оны қазып алғандай тоқтатты. Төбелес кезінде Сан Хуи әйелдің басынан шаш қыстырғышын көрді. Ақыры Джек Сан Хуиді есіктен итеріп жіберді. Ол інісі Сианиге мазасыз қарындасын алып кетуді бұйырды. Бөлмеге кір. Ялан Джектен Сан Ю отбасымен қарым-қатынасын тез үзу үшін екеуін де әдейі шақырғанын сұрады. Енді Джек не айтса да, Ялан оған сенбейді. Ол Джекке кек алуды толық жүзеге асырмайынша Сан Юдің үйінен кетпейтінін қатты ескертті. Ол қайын атасының мейірімділік сұрап дұға еткенін көру керек. Келесі күні таңертең ерте Сан Хуи Яланды тауып алып, Джек оны әдейі қонақ үйге шақырып, берілуге мәжбүрлегеніне шағымданды. Ялан да оны жұбатқандай кейіп танытты. Дәл осы сәтте Ялан сөмкесін алу үшін басын еңкейтсе, Сан Хуи Яланның басындағы шаш қыстырғышын көрді. Ол келінінен күдіктеніп, бұл шаш қыстырғышының қайдан шыққанын сұрады. Ялан оны әмбебап дүкеннен сатып алғанын жайбарақат айтты. Сан Хуи әлгі ақымақ әйел енді Яланнан күдіктене бастады. Ялан шыдай алмай, Джекті қайтадан тауып алды. Ол ашуланып, бұл шаш қыстырғышының кесірінен тіпті Сан Хуи одан күдіктене бастағанын айтты. Ялан әлі күнге дейін қонақ үйдегі оқиғаны Джек әдейі жасаған тұзақ деп санайды. Сан Юның қарсы шабуылы шынымен де екі құсты бір таспен өлтірді деуге болмайды. Оның алдында тұрған әйел інісін бұл дүниеден кетуге мәжбүр етті. Өйткені Ялан оның даму нәтижелерін ұрлады. Сан Юның бетіне күйік шалған, пластикалық ота жасатқанға дейінгі суретін қарап отырып, Пак ханым Сан Юны үйінің күйеуі деп санайды. Тынышталғаннан кейін екеуі кек алу үшін күш біріктіруге дайындалады. Мисс Пак ағасын өлтірген әйелді жауапқа тартуды шешеді. Келесі күні Сан Ю Джаленді тауып алып, курорттық қауымдастықпен келісімге қол қойғанын айтады. Ялан жиһаз компаниясы тауарларды жеткізуді бастауы мүмкін. Ялан қол қоюға болатын сомасы 1 миллиард юан болатын келісім шартқа қарап, оның толқуын басу үшін барын салуда. Бұл Сан Юмс жасаған тұзақ еді. Пух. Осыдан кейін бірден Сан Юмс Пух өзінің келесі жоспарын ойластырды. Олар бірге жиһаз шығаратын компания ашпақшы болды. Олар Мисс Пухтың Яленге алданып қалған ағасының дизайнерлік жетістіктерін жиһаз жасау үшін пайдаланып, Яланды толығымен құртып жібермекші болды. Үйде Ялен қайын атасына компанияның жиһаз дизайны көшірілгенін хабарлады. Оның қайын атасы ашуланып, тезірек барып, осы компанияны сотқа бер деп айқайлады. Сен не күтіп тұрсың? Бірақ барлық сызбаларды Ялан алаяқтық жолмен алған. Оған мұны түсіндіру қиынға соқты. Санның басқа компаниялардың өнімдерін пайдалануына жол бермеу үшін Ялан оған жүгінді. Сан Ю оны итеріп жіберді. Сан Ю менсінбей, олардың жай ғана бизнеспен айналысып жатқанын айтты. Бұрын соңды ер адам бас тартпаған. Ялан ашуланып, көзіне жас алып, Сан Юға қатыгездікпен қарғыс айтты. Ялан кеткеннен кейін олардың бұл әрекетіне куә болған Джек ашуланды. Оның миы қатты кептеліп қалды. Ол шығып, Сан Юның басынан ұрып, Яланға жақындауға тырыспауды ескертті. Түннің бір уағында Джек қорапқа салып қойған құпияларын түсініп, өзіне
Яланның өмірі менің қолымда, деді. Бұл тым алысқа бармайды деп үміттенемін. Басқа амалы қалмаған Ялан Мисс Паркты іздеуге шығып, одан инвестициясын компанияның акцияларына айырбастауын өтінді. Мисс Яланды мазақ етіп, мұндай тактиканың шынымен ұят екенін айтты. Мұны істеуге мәжбүр болған Ялан ақыры марқұм күйеуінің барлық акцияларын айырбастауға шешім қабылдады. Саню дәл осылай көргісі келеді. Сахна өзгеріп жатыр. Яланның қайын атасы компанияның істеріне алаңдайды. Ол Яланнан компаниясын өзіне қайтарып беруін сұрайды. Келесі күні түстен кейін екіде Ялан үстелге қомақты сомаға чек қойып, қаржыландыру мәселесін оның ақштағы отбасы шешкенін хабарлады. Осындай жауап алған президент Шен ашуын қуанышқа ауыстырды. Содан кейін Пак ханым кездейсоқ президент Шенмен және оның әйелімен кездесті. Ол президент Шенге Яленнің компания акцияларын өзіне тапсырғаны туралы айтты. Трансфер құжаттарына қарап, президент Шен жерге құлап кете жаздады. Екінші жағынан, Сан Юның өз компаниясында жиһазды пайдаланғанын қалайтын Ялан Сан Юны бір жерге сусын ішуге шақырды. Үш шарап ішкеннен кейін Ялан есінен танып қалды. Сан Ю Джекке телефон соғып, Яланды алып кетуге шақырды. Әйелінің мас болғанын көрген Джек әлі де ашуын басып, Сан Юға алғысын білдірді. Ал ашуланған Джек Яланды оятып, оны жаман сөздермен жауапқа тарта бастады. Еркектерді азғыру оның мінезінде ме? Ялан ашуланып, Джектің бетінен ұрды. Яланның кеткелі жатқанын көріп, Джек оны жеңу үшін жұмсақ күш қолдануды шешеді. Өкінішке орай, бұл көріністі оның жездесі өтіп бара жатқанда ғана көрді. Ялан үйге келе салысымен, ол өзінің ықпалды қайын атасымен бетпе-бет келіп, одан компанияның акцияларын неге басқа біреуге сатқанын және қомақты ақша алғанын сұрайды. Қызының мансабын алыстан қолдаған. Оның ата-анасы деп өтірік айтты. Ян жай ғана дауласқысы келеді. Бірақ қайын атасының тағдырлы өтініші оны қорқытады. Қайын атасы Яланнан үйлену тойына келмесе де, Америка құрама штаттарында алыста жүрген ата-анасына қоңырау шалуды талап етті. Ялан абдырап қалған сәтте Сан Хуй, жетімнің анасының отбасы қалай болады, деді. Сіздің келініңіз ешқашан американдық ауқатты отбасының беделді университетінде оқымаған. Мұның бәрі ойдан шығарылған. Сан Юның ата-анасы мұндай жантүршігерлік хабарды естігенде қатты ашуланды. Осы кезде Ялен де қорқыныштан қалтырап тұрды. Алайда Сан Юдің інісі үлкен суретті ойлап, әкесін бұл туралы айтудың мағынасы жоқ екенін айтып, бәрін сол күйінде қалдыруға көндірді. Ол қайтыс болды. Ашуланған төраға содан кейін ашуын әйеліне бұрып, бұл туралы басынан ақ білетінін сұрады. Әлі де үмітін үзбеген қайын енесі келінінен бұл рас па деп сұрады. Келінінің үнсіз отырғанын көріп, есінен қалды. Амалы қалмаған Ялен Джекке оның құпиясын отбасы білгеніне шағымдануға барды. Джек те ашуланып, бұл отбасында мүлде қалмау керектігін, олар бір-бірінен алыстап кетуі мүмкін екенін айтты. Егер кімде-кім кінәлі болса, бұл Ялан. Ол тым ашкөз және отбасының барлық байлығын тартып алғанша тынышталмайды. Джек Сан Юның өліп қалғанын айтып, Яланды жұбатады. Ал Ялан екі ата-анасынан да айырылды, ал олар баласынан айырылды. Бұл кек алудың соңы болуы мүмкін. Бірақ Ялан қайын атасының отбасының толық ыдырауына қол жеткізбейінше, өзін толық сезінбейтінін айтады. Жасырын. Қайын атасы да келіні Инге қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Яланның акционерлер жиналысында оған компанияны тапсырған құжаты қолдан жасалған болып шықты. Ал құжаттағы саусақ іздері Сан Юға тиесілі емес. Ол Яланға телефон соғып, оның неге бұлай істегенін сұрады. Абдырап қалған Ялан бұл шынымен де Сан Юның саусақ іздері екенін айтты. Оның вегетативті күйдегі күйеуі Сан Ю зұлым әйелдің жоспарын біліп, жүзеге асырғаны белгілі болды. Ол алдын ала саусақтарына жалған силикон саусақ іздерін салған. Ялан өзі де білмей, құжатқа өзінің жалған саусақ іздерін қойды. Яланға қарсы дәлелдер жинап жатқан Шен Ю да үлкен жетістікке жетті. Ол полиция бөлімшесінен вилладағы жарылыстан кейін Яланның жылдамдықты асырғанын растайтын түбіртек тауып алған. Шен Ю отбасына тағы біраз күте тұруын айтып, өзін жұбатты. Жақында ол Яланды жауапқа тарту үшін оған қарсы жеткілікті дәлелдер жинайды. Ялан енесін аяп құшақтап, оны тастап кетпеуін өтінді. Қайын енесі келінін жұбатып, отбасы оны кешіретінін айтты. Келесі күні, екінші күні, олардың әңгімесін естіген қайын атасы қатты ашуланды. Ол ұлының өліміне жанама түрде себепкер болған әйелі мен компанияны жасырын түрде иемденіп алған келініне ашуланып сөгіс берді. Екеуі осы отбасын бұзу үшін бірге жұмыс істей ме? Өлген ұлының сүйегі табылмады деген оймен қайын атасының басынан қан ағып кетті. Келесі күні Джален бүкіл отбасымен татуласу туралы бастама көтерді. Ол таңғы асты дайындады. Оны бүкіл отбасы жақсы көрді. Күтпеген жерден бәрі оны көрген бойда артына бұрылып, абдырап қалған Яланды орнында қалдырды. Ялан бастама көтеріп, газетін қайын атасына келді. Қайын атасы оны итеріп жіберіп, бірден кетіп қалды. Ялан Сан Хуидің көңілінен шығу үшін тағы да келіп, қандай да бір киімді қолмен жуу керек пе деп сұрады. Сан Хуи үндемеді де орнынан тұрып кетті. Керемет, абдырап қалған Ялан басын бұрып, Сан Юдің інісінен жеміс алғыңыз келе ме деп сұрады. Тағы да Сан Юдің інісі орнынан тұрып кетіп қалды. Қазір бүкіл отбасы Джекке осылай қарайтынын көріп, Ялан Джектің құрал ретінде құндылығын жоғалтқанын сезді. Ол Сан Юдің өтінішін қабылдап, Джектен алыстауды шешті. Бірақ Сан Ю оған мақсатына жетуге көмектесу керек. Яланның білмейтіні,
Сан Ю өз қолымен азаптап өлтірген күйеуі. Пластикалық ота жасатқаннан кейін қайта тірілген Шен Ю Ялленге ауыр баға төлеуге бел буады. Өзінің көзқарасын көрсету үшін Яллен Джек ауруханасына меншік құқығын Сиан Юға береді. Бұл оның Джекпен қарым-қатынасын тоқтатуға деген шешімін толық көрсетеді. Белгілі болғандай, Ен бұл аурухананы жасырын түрде ашып, Джекке қайын атасының үйін кепілге қойған. Енді ол оның қолына қайта оралды. Сан Ю қатты қуанды. Ен Джекпен дәлізде телефонмен сөйлесіп тұр. Сан Ю оны қылмыс орнында ұстап алған кезде Санның басында тағы бір опасыз жоспар пісіп жатыр. Сан Ю төраға Шенді онымен кездесуге әдейі шақырады. Оның көз алдында қатты қартайған әкесіне қарап, Сан Ю эмоцияға беріліп кетті. Ол Иксін басқарма төрағасының жиһаз компаниясымен ынтымақтасатынын айтады. Осы кезде Иксін басқарма төрағасы Джектің де осы мейрамханаға түскі ас ішуге келгенін көрді. Ен Джектен олардың ажырасуын талқылау үшін оның қасына келуін өтінгені белгілі болды. Ен өзінің мүддесін пайдаланып жүрген адамға ешқашан үйленбейтінін ашулы түрде айтты. Оның бұрын істеген істерінің бәрі оны өз пайдасына пайдалану болды. Бұдан былай ешқандай пайдасы жоқ. Джек тек дөрекі сөздер айтып, пайдасыз қарсылық көрсете алды. Елен ақыры қазір Джекке қарап тұрғанын және санаға қараған кездегідей жиіркенішті сезінетінін айтты. Ол сөйлеп болған соң орнынан тұрып кетіп қалды. Үйге келген соң Джек Яланды ұнататынын мойындады. Осыншама жылдар бойы бүкіл отбасына қамқорлық жасап келе жатқан дәрігерге бәрі ашуланды. Жағдай өзгерді. Бөлмесінен заттарды алып жатқан Ялан Джектің басынан ұрды. Ол ашуланып, Джекті ешқашан ұнатпайтынын және қайын жұртының түсінбеуінен гөрі өліп, санамен бірге жүргені жақсы болатынын айтты. Қайын атасы егер ол өлгісі келсе, барып өлу керек екенін айтты. Бұл ұсқынсыз әйел неге менің отбасымда өлгісі келді? Сан Юдің інісі өлгісі келетін адамды тоқтатуға ешқандай себеп жоқ екенін айтып, бүкіл отбасы кететінін айтты. Ялен түсінбеді. Тіпті Оскар сыйлығын алған актерлік шеберлігімен де оның сағынып қалған сәттері болды. Ал әлгі жауыз әйел өзінің келесі кек алу жоспарын жүзеге асыра бастады. Ялан үйге келгенде қайын атасы оны шапалақпен ұрды. Қайын атасы оны тәрбиесіздігі үшін ұрысып, үлкендердің сөзін бөлуге батылы барады. Ян қайын атасына аяусыз қарап, болашақта бұл үшін міндетті түрде өкінетінін айтты. Кейіннен Сан Юдің інісі Янның жатын бөлмесіне келіп, оны караоке барда жұмыс істейтін әйел деп айыптады. Менің марқұм ағам бұл туралы білсе, ешқашан тыныш жатпас еді. Қазір Ялан жалғыз қалды. Ол енді бұл отбасының алдында күліп тұрғандай кейіп, танытудың қажеті жоқ екенін ашуланып айтады. Кек енді ғана басталды. Бәрің біріксеңдер де ешқашан қорықпайсыңдар. Яланның жетім екені белгілі болды. Ол түнгі клубта жұмыс істейді, ішімдік ішеді, сырласады. Оның отбасы оның шетелден оралған жалған қытайлық екенін анықтады. Қайын атасы оның қайтыс болған ұлымен ажырасуын талап етеді. Арғы жақтан Джек Моллиді тауып алып, Шен Юның әлі тірі екенін сұрайды. Молли Шен Юны қорғау үшін сылтау ойлап табады. Шыдамы таусылған Джек Моллиге өтірік айтпауды ескертеді. Әйтпесе ол дөрекі болады. Осы кезде жүзі өзгерген Шен Ю бөлмеден жүгіріп шығып, Джекті итеріп жіберіп, әйелге дөрекі болғаны үшін ашуланып сөгіс береді. Джек Шен Юның мойнынан ұстап, оның шын мәнінде кім екенін сұрайды. Ол Санға маскасын шешіп, шыншыл болуын айтады. Сан Ю артқа шегінбей, неге менің шынайы болмысым сені соншалықты алаңдатады деп қарсылық білдірді. Молли алаңдап, Джек бірдеңе ашқан болуы керек деп айтты. Джек өзінің шынайы болмысын ашпас бұрын Сан Ю ойында өзін жұбатты. Молли Сан Юдің жоспарын орындап, төрағаның әйелінің жағдайын тексергісі келетінін айтып, оның үйіне барды. Келесі сәтте Молли есіктің жанында пошта бөлімшесі бар екенін айтты және ол оны келді. Төрағаның әйелі тұрақ билетіне қарады. Ал Молли оған бұл Яланның Сан Ю вилласына барғаны үшін жылдамдықты арттыру билеті екенін еске салды. Ол аурудан айығып жатыр. Басқарма төрағасының әйелі билетте көрсетілген уақытқа қарап, ұлының өртеніп кеткен күні екенін түсінді. Сол күні Джален оны базарға тастап, кеңсеге қайта оралуға асығу керектігін айтты. Бірақ неге автотұрақ түбіртегінде Джаленнің виллаға қайтып оралғаны жазылған? Бұл туралы ойлаған басқарма төрағасының әйелі шошып кетті. Ол бірден Джаленді тауып алып, виллаға қай мақсатпен оралғанын сұрады. Оскар сыйлығын алған Джаленнің актерлік шеберлігі ешкімнен кем емес. Ол, анашым, сіз маған күмәнданасыз ба? Джек оған тұрмысқа шығудан бас тартқаным үшін менен кек алатыны анық. Басқарма төрағасының әйелі осылай деді. Ұлымыз жоқ кезде мұны жалғастырудың мәні неде? Ялан ашуланып Джекті іздеуге шығып, одан жол жүру билеті туралы сұрады. Джек мұны Сан Ю жасаған болуы керек деп түсіндірді. Алайда Ялан Джекке деген сенімін әлдеқашан жоғалтқан. Ол Сан Юның өліп қалғанын айтты. Мені алдау үшін мұндай сөздерді қалай қолдануға болады? Ашуланған Ялан түн ортасында Джектің емханасына келіп, Джек қайын атасына тағайындаған дәріні жасырын түрде ауыстырып қойған. Ялан қайын атасы мен Джектің бір-бірінен күдіктенгенін қалады. Келесі күні Молли Джек тағайындаған дәріні ішіп, оны төраға Шинге берді. Ялен Моллиді әдейі кешкі асқа қалуға шақырды. Төраға Шин әдеттен тыс ештеңе байқамай дәрі қабылдады. Көп ұзамай қонақ бөлмеде Сан Хуидің үрейлі айқайы естілді. Джекке Ян телефон соқты. Телефонмен сөйлескен кезде Ян Джектен қайын атасын өлтіргісі келетінін сұрады. Келесі күні Син Юдің жоспары бойынша Пак ханым президент Синді өзінің жақсы досы
туысы президент Ванмен кездесуге шақырды. Президент Син бұл кездесуге қуана келісті. Сол күні президент Хуанның шұғыл ісі болды және оның орнына әйелінің келуін өтінді. Бұл Саню алдын ала келіскен нәрсе еді. Бірнеше шағын әңгімеден кейін президент Син мәселенің түбіне жетті. Ол қайын сіңлісі Ялингтің президент Хуанды жақсы білетінін естіген. Президент Хуанның әйелі олардың онша таныс емес екенін айтты. Президент Син шынымен де осындай келінді өз отбасына қабылдағаны таңқаларлық. Еленнің сондай әйел екенін естіген президент Шен абдырап қалды. Президент Хуанның әйелі мұны түсіндірді. Президент Шен ойын-сауық орындарына бармайтын сияқты. Ол кезде сіздің келініңіз түнгі клубтың жетекшісі болатын. Осыдан кейін мисс Пак видеоны қосып, келіні Ялынның VIP залда суретке түсіп жатқанын көрді. Президент Синнің ашуланғаны сонша тұншығып қала жаздады. Сол күні кешке үйіне жаңа ғана оралған Ялын бүкіл отбасының оны жаман көңіл күймен күтіп тұрғанын көріп, сезім оны шарпыды. Қайын атасы орнынан тұрып, Иннің суретін бетіне күшпен лақтырып жіберді де, елдегі әрбір ер адам Иннің қай кезеңде екенін, оның есімін білетінін және тағы бір өтіріктің әшкереленгенін ашуланып айтты. Ялин оның жер астына қалай түсу керектігін білгенін қалайды. Келесі күні отбасы келінінің үй иесі екендігі туралы шындықты білгеннен кейін күйзелістен айықпас бұрын олар пакетті алды. Санюдің інісі пакетті асығыс ашып, ішінде ағылшын сөздері ойып жазылған сақина пайда болды. Саню ағасының жол апатына ұшыраған күні көліктен сол жұптың сақинасын тапқанын бірден есіне алды. Ол асығыс басқа сақинаны іздеуге кетті. Олар жүргізген талдаудан кейін екі жұптың сақиналары келіні мен Джекке тиесілі екені анықталды. Жол апатына ұшыраған кезде ағасының қасында отырған әйел оның жеңгесі екені белгілі болды. Шындықты білген ананың жүзі мазасыз болғанымен, кенже ұлының келінімен қиналып қалуы әбден мүмкін. Олар жанжалдасып, апатқа ұшырады. Келінінің жауыз әйел екенін былай қойғанда, Джекке көп жылдар бойы отбасы мүшесі ретінде қараған. Алайда анасы екеуіне де мұны әкесінен құпия ұстауға кеңес берген. Кейінірек төрағаның әйелі Джекті тауып алып, оған ақылға қонымсыз ештеңе жасамауды, әйтпесе ол бақытты болмайтынын ескертті. Осы кезде миы қанға толған Джек төрағаның әйелінің бақытсыздығы оның бақыты екенін айтты. Төрағаның әйелі ашуланып, бұл не деген ақымақтық? Менің ойымша, Джек екеуміз бір-бірімізді дұрыс түсінбегендей сезінеміз. Күтпеген жерден Джек, анасы тастап кеткен бала қандай жақсы бала болуы мүмкін, деді. Джек әрқашан төраға Шенмен өзі білмейтін қызықты нәрселер туралы сөйлескісі келетін. Бірақ ол бұл адамның отбасы туралы үнемі айтып отырды. Төрағаның әйелі Джектің не туралы айтып жатқанын түсінбейтінін айтты. Джек өзінің марқұм әкесі мен төрағаның әйелінің оқиғасын бұрыннан білетінін тағы да түсіндірді. Осы уақытқа дейін төрағаның әйелі ештеңе білмейтіндей кейіп танытып, асығыс кетіп қалды. Ялан Моллиді одан көк түсті алу үшін тауып алды. Ол Моллиден өз бастамасымен онымен ажырасуын өтінді. Енді Молли Яланның өзін өзі басқаруына жол бермейді және оның өтінішін тікелей қабылдамайды. Бас тартпайтын Ялан әрине жамандық жасап, Санюды кешкі асқа шақырып, бастама көтеру керек. Содан кейін ол Моллиге жасырын түрде қоңырау шалып, егер ол келмесе, өкінбеуін ескертеді. Оларды қуып келе жатқан Сан Юға қарап, Ялан Моллиді мазақ етіп, сен әлі де менімен соғысқың келе ме? Осы кезде Молли жылап жібереді. Ол Сан Юның ренжіп қалуынан қорқып қана қоймай, Санюдің шын мәнінде кімді жақсы көретінін жүрегінде көргісі келеді. Яланның ойына бірден батыл ой келді. Жараланған әйелді бақылап отырғанда, Саню оның денсаулығы туралы сұрады. Ялан, керісінше, өзінің актерлік шеберлігін Саню оны қорғау үшін бар. Ол өлуден қорықпайды деп ойлап көрсетті. Ол сөйлеп болған соң, Санюдің құшағына құшақтады. Сонымен бірге ол Санюды шынымен жақсы көретін бірінші адам екенін мойындады. Әсерлі мойындауды тыңдаған Саню Яланды қатты құшақтады. Келесі күні бұдан былай шыдай алмаған Джектің бұл туралы сұрауын күтпестен Яланға телефон соқты. Ялан кеше түнде Санюдің үйінде болғанын ашық мойындады. Джек дәл қазір президент Синді тауып, оған жасаған барлық істерін айтып беретінін айтты. Мұны естіген Ян Джектің үйіне қарай жүгірді, бірақ оны еш жерден таба алмады. Ол кездейсоқ үстел үстіндегі суретті көрді. Ол қайын енесі мен Джектің әкесінің суреті болып шықты. Суреттің сырт жағында мені тастап кеткен әкем мен шешем деп жазылған. Бұл хабарды жаңа ғана алған Ялын енесінің шын мәнінде Джектің биологиялық анасы екеніне таңғалды. Және Джек оны алғаш рет тапты. Яланға ата-анасының қайтыс болғаны және оның кек алуына көмектесетіні туралы шындықты айтты. Ол Шинаның отбасын аяғымен таптайды. Джек осы уақыт бойы Яланды анасынан оны тастап кеткені үшін кек алу үшін пайдаланғаны белгілі болды. Күтпеген жерден аңшы рөлін ойнауға дағдыланған Жалан басқа біреудің олжасына айналды. Басымдыққа ие болған Ялан Джекке қоңырау шалып, қателескенін және онымен жаңадан бастағысы келетінін айтты. Және олар алғаш кездескен жағажай үйінде кездесу ұйымдастырды. Джек әлі де өтірікке толы бұл әйелге соңғы рет сенуді шешті. Сайып келгенде, ол ешқашан төраға Шунның үйіне кірген емес. Жағажайдағы үйге ерте келген Джек үйді Яланмен алғаш кездескен кездегідей безендірді. Оның жүзі жасыра алмайтын қуанышқа толы болды. Келесі күні түстен кейін екіде оған Яланнан хабарлама келді. Енем есінен танып қалды. Оның жағдайы ауыр, жедел жәрдем бөлмесінде. Хабарламаны оқығаннан кейін Джек асығыс кетіп қалды. Алайда Ялан вилланың сыртында күнге күйіп қалу үшін Санюмен ерте кездесуге келісіп қойған. Джектің асығыс кетіп бара жатқанын көріп, Ялан Санюге вилланың ішіне кіріп,
отыруды ұсынады. Вилланың қаншалықты мұқият жабдықталғанын көріп тұрсың. Саню Яланды қатты мақтайды. Ялан осы мүмкіндікті пайдаланып, сен маған шынымен ұнаған бірінші адамсың, деді. Саню Джекке жасырын түрде телефон соғады. Сымның екінші жағындағы Джек Сан Юның Яланнан алдымен ваннаға түсуін сұрағанын естиді. Сан Ю былай дейді: бұл тым тез болып жатыр ма? Яланның айтуынша, мен бұл күнді ұзақ күттім. Басынан қан ағып жатқан Джек бірден көлікті айналдырды. Джек кек алу үшін Яленгті ұрлап әкеткен Сан Юға қатысты жасырын тергеуді бастады. Ол өзін отбасының мүшесі етіп көрсетіп, пластикалық хирургия ауруханасында Санюдің ауырсынуды басатын дәрі ішіп жатқанын білді. Джек Санюдің артынан банкке барды. Ол транзакцияны жаңа ғана аяқтаған адамның аты Сан Ю екенін білді. Джек банктен жүгіріп шығып, Саню есімін айқайлады. Бейхабар Саню ақырын артына бұрылды. Осы кезде Джек оның алдында тұрған адамның Саню екеніне одан бетер сенімді болды. Ашуланған Джек Санюдің мойнынан ұстап алды. Және ол сенің шын мәнінде кім екеніңді анықтаймын деп қорқытты. Дәл осы сәтте Ялен пайда болды. Ол ашуланып Джекті итеріп жіберді де, оны әлі де ұрып соғып жатқаны үшін ұрысып қалды. Джек керісінше сылтау айтып, алдында тұрған адамның Саню екенін айтты. Саню саған жақындап, кек алу үшін, басқа біреуге ұқсау үшін пластикалық ота жасатқан. Осылай деп, Санюдің қолынан банк кітапшасын алып, Яланға төмендегі есімді қарауға рұқсат берді. Егер бұл Саню емес болса, неге ол Санюдің банк кітапшасын банкте бизнес жүргізу үшін пайдаланғысы келеді? Ялан таңғалмады. Ол алдында тұрған жігіттен банкте бизнес жүргізуге көмектесуін өтінді. Өйткені Саню өзінің банктік шотының құпия сөзін өзгертті. Осылай деп, Саню мүмкіндікті пайдаланып, Яланның жеке куәлігін қайтарып алды. Осылайша, бұзылу алдында тұрған дағдарыс шешілді. Баспанада Молли ағасы мен тәтесінің оны іздеп жатқанын естіп, директордан оны баспанаға кім жібергенін сұрады. Директор енді мұны жасырудың қажеті жоқ деп ойлады. Ол әрқашан баспанаға көмектесетін Синюдің анасы Моллиді осында әкелгенін түсіндірді. Мұны естіген Молли сене алмады. Молли президенттің әйелін тауып, оның жеке басын ашты. Ханым осы виллада ұлына қызмет көрсетіп жатқан медбикеге қарап, оның осыдан бірнеше жыл бұрын балалар үйіне жіберген қыз екенін түсінді. Дүниеде кездейсоқтықтар өте көп. Молли бұл ханымнан оның өткені туралы білетінін сұрады. Ханым Моллиге көмектескенін айтып, жалтарып жауап берді. Кетер алдында Молли ханымнан Яланға өткені туралы айтпауын өтінді. Ол сондай-ақ вегетативті Санюдің виллада есін жиғанын жасырын түрде айтты. Ханымның шошып кеткен түрін көрген Молли асығыс кетіп қалды. Екінші жағынан, қажымас Джек өз адамдарын Санюді тәулік бойы бақылап отыруға жіберді. Олардың сенімін ақтаған адамдар шынымен де бірнеше суретке түсті. Бұл суреттерге күмәнмен қарап, Джектің мінсіз талдауын тыңдай отырып, Ялан бұл жолы қатты таңғалды. Джек мүмкіндікті пайдаланып, әлемде оған көмектесе алатын жалғыз адам өзі екенін айтты. Жолда келе жатып, Ялан бұрынғы күйеуінің оғаш қылығын есіне алды. Үйге қайтып келе жатқанда, Ялан Джекке қоңырау шалып, Санюдің көрмеге келгенін хабарлады. Санюдің қуыршақтарды шебер жасап жатқанын көріп отырып, мен оның бет әлпеті мен қаламды ұстау тәсілі оның марқұм күйеуімен бірдей екенін байқадым. Оның алдындағы ер адамның марқұм бұрынғы күйеуі екенін анықтау үшін ол Санюді арандату үшін барлық құралдарды қолданды. Саню да марқұм күйеуі сияқты биіктіктен қорқатын болуы мүмкін бе? Сан Ю онымен іштей күресті. Егер бұл әлсіздік рас болса, оның кек алу жоспары мүлде орындалмай қалар еді. Сан Юның үлкен биіктіктен секіргенін көріп, Ялан ақыры оның алдында тұрған адам оның марқұм күйеуі емес екеніне сенді. Өйткені ол пластикалық хирургия адамның сыртқы келбеті мен даусын өзгертсе де, биіктіктен қорқуды өзгерту мүмкін емес деп нық сенді. Және бұл оның күмәнін сейілтті. Ялен Сан Юға бұрынғы жылы көзқарасын қайта оралды және мүмкіндікті пайдаланып, Сан Юны шынымен жақсы көретінін айтты. Бірақ мен оның Моллимен әлі де араласып жүргенін қабылдай алмадым. Кек алу үшін Саню бұл жұптың жүзігін Яланға берді. Үйде Саню мен Ялен ерлі зайыптылар сияқты сүйкімді болды. Олар бірге романтикалық кешкі ас әзірледі. Дәл осы кезде Молли бала айындағы сақинасын алып есікке келді. Ол Ялан ағасының сақинасын ұрлап, өзіне қайтарып берді ме деп сұрады. Шуды естіген Ялан оларды алыстан бақылап тұрды. Соңына дейін кейіп таныту үшін Саню Моллиге ауыр жүрекпен бұрылды. Енді осымен аяқтайық. Маған Ялан қатты ұнайды. Бұл жауапты естіген Молли әп-сәтте көзіне жас алды. Саню есікті аяусыз жауып тастады. Есіктің сыртындағы Молли ауырып қалды. Үйдің ішінде Саню мүмкіндікті пайдаланып, Яланнан гауһар тасты жүзік сыйлап, оған үйленуін өтінді. Сөйтіп жүргенде ол ешбір әйел қарсы тұра алмайтын сөздерді айтты. Бұл зұлым әйелдің эмоциясы толығымен басылып, Саню оны сәтті жеңді. Джек Джаленді тапқан кезде көрініс өзгереді және олардың жасаған зұлымдықтары жақын арада ашылатынын айтады. Ялан онымен бірге Кореядан тез арада кетуі керек. Егер Джален келіспесе, ол өзінің барлық дәлелдерін төрағаға береді. Елен оған біраз уақыт қажет екенін және оның биологиялық әпкесін мүмкіндігінше тезірек табу керек екенін айтады. Үйге келгенде, ол Санюдің оған берген сыйлығына қарап, сүйікті адамының жазған махаббат сөздерін оқиды. Ялан махаббатты алғаш рет сезінді. Жуынатын бөлмеде Ялан екі адамның арасына түсіп қалды. Ақырында ол алдымен Джекпен келісіп, содан кейін Синюмен тыныш кетуді жоспарлады. Жуынуды енді ғана аяқтаған Ялан бөлмесінде енесін көрді. Келесі күні, екінші күні, енесі орнынан тұрып, оны қатты шапалақпен ұрды. Ол ашуланып, Яланды ұятсыздығы үшін ұрысты. Ол екі ұлын осыған тартып қана қоймай,
басқа адамдардың жетістіктерін де қабылдады. Оның енесі Санюдің сыйлығын көргені белгілі болды. Қысқа шаштары мен бұйралары үшін енесіне ұқсайтын Ялан шетте қала алмады. Оның айтуынша, қайын енесі Джекті отбасы мен қайын атасының артында дүниеге әкелген. Ол сондай-ақ Джек оны осы отбасына әкелгенін айтты. Джек енесінің өшпенділігі үшін кек алғысы келді. Джаленнің айтқанын естіген енесі төсекке құлап түсті. Күні бойы ұйықтайды. Тамағы шеде алмаған енесіне электрондық хат келді. Ол оны ашқанда, бұл Санюдің суреті болып шықты. Санюдің жерде көзі ашық тұрған суретін қарап, отбасы Сан Юның вегетативті күйінен шығып кеткенін түсінді. Оның бетіндегі күйіктерге және түсірілім уақытына қарап, олар Саню әлі тірі деген жауап алды. Отбасы Санюдің тірі екендігі туралы жаңалықты төрағамен бөлісуді күте алмады. Баласының әлі тірі екенін білген мықты адам сол сәтте өзін әлсіз сезінді. Отбасы Санюді бар күшімен іздеу үшін күйік ауруханасына баруға шешім қабылдады. Екінші жағынан, Саню әлі күнге дейін өзіне және Яланға үйлену орнын мұқият дайындап жүрді. Ол Яланды бақыттың шыңына шығарып, содан кейін оны шексіз тұңғиыққа итермелегісі келеді. Ялан Санюді табуға батылдық танытып, ұшақ билетін брондауға және төлқұжатын қайтаруға сылтау ойлап табады. Бірақ Саню екеуіне билеттерді брондап қойғанын айтады. Оған төлқұжат беруден бас тартқан адамға қарап, Ялан оның өлімін қолдан жасаған бұрынғы күйеуі екеніне одан сайын сенімді болады. Ол одан тезірек құтылуы керек. Ялан кездейсоқ үстелдегі фотосурет жақтауын байқайды. Ол кездейсоқ оны көтеріп алады. Бірақ оның суретінің артында басқа әйел жасырынып жатқанын көреді. Санюдің түсіндірмесін күтпестен, Ялан мүмкіндікті пайдаланып, өзін алдап жүрген адамды қабылдай алмайтынын айтты. Ол Санюмен ажырасып кететінін айтты. Осындай қалыптан тыс және шешімді Яланды көрген Саню оның жеке басының ашылғанын түсінді. Ялан неке жүзігін шешіп, үстелге қойды. Ол Санюдің оны тоқтатуға тырысқанына қарамастан, есіктен шығып бара жатқанда басында бұрған жоқ. Оның қасында үнемі болатын адам, шын мәнінде өз қолымен өлтірген өзінің күйеуі екенін ойлап, Ялан қорқып кетті. Ол асығыс Джекке телефон соғып, одан тезірек елден кетуін өтінді. Ялан басынан өткерген адам төзгісіз азаптан құтылғалы жатыр деп ойлап, Саню ашуын тек қашып құтыла алды. Мұқият ойластырылған кек алу жоспары сәтсіздікке жақын болды. Осы кезде өшпенділік пен ашу бітпейтін азапқа айналды. Бұл адамды ашуландырды. Молли қатты жақсы көретін адамының қиналып жатқанын алыстан бақылап, өз өмірін қатерге тігіп, оған көмектесуді ұйғарды. Молли Санюмен телефонмен сөйлесіп тұрғандай кейіп танытты. Олар ауруханада кездесуге келісті. Өкінішке орай, олардың артында тұрған Ялан мұны естіді. Қызығушылығынан туындаған Ялан не болып жатқанын білуге бел буады. Ол Моллидің артынан жасырын түрде ауруханаға барады. Бірақ көзді ашып, жұмғанша нысанасын көрмей қалады. Дәл осы сәтте Ялан жан-жағына қараса, жан түршігерлік жағдай орын алады. Ялан Моллидің қасында көлікте отырған, қайтыс болған бұрынғы күйеуін көреді. Оның бетінде қорлық көргеннен кейін күйік іздері анық көрінеді. Осы кезде Ялан қателеспегеніне сенімді. Бірақ тынышталғаннан кейін Ялан абай болуды шешеді. Ал егер Сан Ю оны тағы бір рет алдап, басқа адамды жақтаса ше, қорықпай, Ялан сүйген адамының үйіне асығады. Ол одан үйге қай сағатта келгенін сұрады. Тіпті Сан Юның жауабын естігеннен кейін де ол әлі де сенімді емес еді. Ялан қол жеткізуді басқару жүйесін жеке өзі тексерді. Ондағы уақыттың Сан Юны көрген уақытпен сәйкес келмейтінін көріп, Ялан ақыры көліктегі Сан Юның оның нағыз бұрынғы күйеуі екеніне сенді. Ер адам суды қайнатып жатқанда, Ялан оның жеке куәлігі мен төлқұжатын жасырын түрде тексерді. Оның аты Саню емес еді. Сол кезде ол алдындағы адамның Саню емес екеніне толық сенімді болды. Яланның жүрегіндегі махаббаттың кішкентай нұры толығымен жанды. Ол сүйген адамын құшақтап, кешірім сұрай берді. Осы кезде Саню оның кек алу жоспарының жалғасуы мүмкін екеніне үнсіз қуанды. Ол бұл әйелге басынан өткерген азапты сезінуге ант берді. Мұның бәрі Сан Юның жеке басын жасыру әрекеті болды. Яланның өлімнен қайта тірілгенін көрген бұрынғы күйеуі силикон маскасын киген өтіп бара жатқан адам болып шықты. Сан Юның Ялан екеніне толық сенімді болған. Ялан кетер алдында қайын жұртының барлық мүлкін алып кетуді ұмытпады. Күдікті ретінде Ялан Сан Юны қайын жұртының мүлкін оның атына аударуға көндірді. Бұл кезде Сан Ю әлі де ұстамды кейіп танытып, Яланнан оған соншалықты сенетінін сұрады. Махаббатқа мас болған әйел жақында үйленетінін айтты. Мен саған өзімді де бердім. Мұнда неге сенбеуге болады? Екінші жағынан, төрағаның әйелі Яланның кек алу үшін отбасына үйленгенін түсінді. Ол Ялан жоқ кезде дәлел іздеді. Және көзге түспейтін қораптан таң қалдыратын құпияны тапты. Дәл осы кезде бір жерден мысқылдай дауыс шықты. Бөлмеде Ялан пайда болды. Ханым Яланнан сұрап жатыр екен. Ол 28 жыл бұрын қайтыс болған ерлі зайыптылардың қызы екені белгілі болды. Ал кек алудың бұл жолы күн күркіреуінен қорқама. Әрқашан кек алғысы келетін Ялан да, мен өлуді жоспарлаған жоқпын, деді. Шен Ю, бәрің мені осыған жеткіздіңдер. Осы кезде ханым да қатты ашуланды. Сен жоғалған әпкеңді тапқың келеді. Солай емес пе? Алдымен ұлымды тауып ал. Төрағаның ашуланған әйелі сөзін аяқтап, не болғанын хабарлау үшін
полиция бөлімшесіне бармақшы болды. Келесі күні қатты қорыққан Ялен өзінің Оскар сыйлығын алған актерлік шеберлігін пайдаланып, Джектен көмек сұрады. Әйтпесе, олардың бұл жерден алыстағы бақытты өмірлері жалғаса алмас еді. Полиция бөлімшесінің алдында Джек төрағаның әйелінен, оның ұлы сияқты төрағаның әйелінен ешқашан көмек сұрамауын өтінді. Бұл оның төрағаның әйелінен Яланға қылмысын жасыруға көмектесуін сұраған жалғыз және соңғы рет болды. Ол Яланды қатты жақсы көрді және бақытты өмір сүргісі келді. Санюге келетін болсақ, Джек төрағаның әйеліне оны қайтаруға міндетті түрде көмектесемін деп уәде береді. Жағдай өзгеруде. Төраға оның барлық активтері заңды түрде аударылғаны туралы хабарлама алады. Ашуланған төраға саусағын Санның мұрнына тигізіп, оған айқайлайды. Оның ұлы компания құрды. Осының бәрін менен осылай тартып алғаның үшін жазаланасың. Саню әкесінің мұңды түрін көріп, эмоциясын ұстай алмай қиналады. Ол әзірге өзінің жеке басын мойындай алмайды. Төрағаның қан қысымы басына көтеріліп, есінен танып қалады. Қазір Санюдың қолынан келетіні оны тезірек ауруханаға жеткізуді ұсыну. Мейрамханада Джек оның көз алдында Яленмен бақытты өмір сүруді елестетеді. Оның болашақта олардың шетелдегі жұмысына және болашақ балаларына жоспарлары бар. Алайда ол Яланның жоспарынан бейхабар. Ялен жай ғана Джекті жағдайды тұрақтандыру және Санаға үйлену үшін уақыт сатып алу үшін пайдаланады. Үйленгеннен кейін Саню екеуі бірден алысқа ұшып кетеді. Компанияның алдында басқарма төрағасын көптеген акционерлер қоршап алады. Акционерлер одан компанияның жоғалуынан болған шығынды өтеуді талап етеді. Джалан отбасын үйінен қуып жіберді. Джалан төрағаның қылмысын әшкерелемекші болған кезде оның сөзін қайын енесі бөліп жіберді. Төраға ұлының қайтып келетініне нық сенді. Дәл осы сәтте Ялан жазаланды. Әзірге Яланның кек алу жоспары толығымен орындалды. Алайда Сан Ю мен Яленнің үйленетін күні де жақындап қалды. Елден кетпекші болған Джек Моллиге қоштасу сыйлығын берді. Ол кездейсоқ Моллидің үйіндегі кішкентай қызыл аяқ киімге жалт қарады. Ол Яланның да осындай жұп болғанын білді. Бұл Моллидің Яланның көптен бері жоғалып кеткен сіңлісі екенін білдірді. Джек күтпеген шындықты білгенде басы айналып кетті. Ялан әкесінің өлтірушісінен кек алғысы келді. Моллиді керісінше өлтірушінің отбасы қолдады. Ол оны үнемі қиындықтан құтқарды. Ол бұл жаңалықты өзінің сүйіктісі Яланға жеткізуге шыдамады. Оның алдында тұрған Джален әпкесі кім болса да оны табатынын айтты. Өйткені бұл оның осы жолдағы басты тілегі еді. Джек Яланға жүгін жинауға көмектесті. Ялан өзін қатты жақсы көретін адамға қарап, оны құшақтауға келді. Джек сүйген әйелімен алысқа бара аламын деп ойлады да, жүзінен қуанышты күлкі пайда болды. Ал Ялен болса, Джекпен бұл ажырасудың мәңгілік болуы мүмкін екенін ойлап, жүрегінде шексіз өкініш сезінді. Содан кейін Джек Моллиді тауып алып, оның әпкесімен таныспауын өтінді. Молли ашуланып, директорға тек өз ісіңмен айналыспа, деді. Бұған сенімді емес. Джек Моллидің әпкесімен таныс екенін және егер олар өздерін таныстырса, бәрін білдіруі мүмкін екенін айтты. Осыдан кейін ол Яланға телефон соқты. Бірақ сымның екінші жағындағы адам Ялан емес еді. Сымның екінші жағындағы адам Яланның неке қию залына барғанын және қазіргі уақытта телефонға жақындай алмайтынын айтты. Яланның үйлену тойын Санюге бұл туралы айтпай-ақ өткізгенін білген Джек қатты ашуланды. Ашуланған Джек қазірдің өзінде барып, оларды тоқтатпақ болды. Бірақ Молли оны тоқтатты. Олар екеуіне өздерінің реніштерін шешуге мүмкіндік берді. Ал ашуланған Джек Моллиден сұрай бастады. Сен бұл туралы білдің ғой, неге оны тоқтатпадың? Осы кезде көліктің кілті жерге құлап түсті. Молли кілттерді алып, көшенің арғы бетіндегі арқа лақтырып жіберді. Үйлену тойы өтіп жатқан жерде Ялан Синюдің бірінші үйлену тойына жалдаған келіншегін көрді. Таңданған Ялан бұл туралы сұрап, олардың бір команда екенін білді. Президент Хуан тұсындағы қаскөйлер Яланды шақырумен мазақ етті. Ал ашуланған Ялен шақыруды кім жібергенін қарғады. Екінші жағынан Саню анасына телефон соқты. Қыдырып жүрген бүкіл отбасы оның Саню екенін естігенде шошып кетті. Саню әкесіне, ағасына және әпкесіне қонақ үйге келуді ескертті. Олардың қайтыс болған ұлының бүкіл отбасымен кездесуге дайындалып жатқанын естігенде отбасы бір сәтке де немқұрайлылық танытуға батылы бармады. Екі адамның үйден шығып бара жатқанын көргенде Саню білмегендей кейіп танытып, Яленнен сұрады. Ол кекештеніп, бұл төрағаның қайын атасы болуы мүмкін деп күбірледі. Қиындық тудыру үшін жіберілді. Бірақ оның бүгін үйленетінін біреу қайдан білді? Саню оны уайымдама деп жұбатты. Бүгіннен кейін олар елден кетеді. Той ресми түрде басталады. Қуаныштан жарқырап тұрған Ялан залда отырғандардың бәрі оның таныстары екенін көріп, оны бір жаман сезім билеп алды. Бірақ ол қасында жүрген сүйген жігітін ойлап, сабыр сақтауға тырысты. Осы кезде Сан Юның отбасы ашуланған Джек және үрейленген Молли той өтетін жерге қарай асыға жөнелді. Дәл осы сәтте сол жерден таныс ән шықты. Бұл музыканы Ялан Шен Юны алдап тұрмысқа шыққан кезде ойнаған емес пе? Неге ол екінші үйлену тойында қайта ойнады? Яланның жүрегі одан сайын мазасыздана бастады. Шен Ю керісінше әннің өте жағымды екенін, оны қашан тыңдасаң да бақыттың дәмін сезінетінін айтты. Дәл осы сәтте экранда Яланның барлық зұлымдықтары пайда болды. Үлкен экрандағы адам төзгісіз бейнелерге қарап, Ялан ұялып қалды. Әртүрлі еркектерге мен сені сүйемін деп айту өте қарапайым және жеңіл болып көрінді. Сахнада жүзінен айырылып қалған Ялан қатты ашуланды. Ол әлі күнге дейін мұның бәрі жала деп мәлімдеді. Сахнадағы Сан Ю, бұл Яланның шынайы бет-бейнесі ме деп сұрады. Ялан әлі күнге дейін бұл біреудің еркелігі болу керек деп мәлімдеп, жан-жағына қарап, өзі өлтіріп, қайта тірілткен бұрынғы күйеуін іздеді. Алайда, осы сәтте Ялан сахнада тұрып, оған тұрмысқа шыққан ер адамның бұрынғы күйеуі екенін әлі түсінбеді. Ол қорлықтан аман қалып,
сыртқы келбетін өзгерту үшін пластикалық ота жасатқан. Дәл осы сәтте Ялен бұрын вилланы күзету үшін жалдаған күзетші пайда болды және оны бұрынғы комада жатқан күйеуі мен медбикесіне тыңшылық жасау үшін жалдап, олардың сыртқы әлеммен байланысуына жол бермеді деп айыптады. Келесі шетелдік оның Ялан жалдаған отбасылық дәрігер екенін айтты. Ол Яланның нұсқауы бойынша өзін Сан Юның медициналық сарапшысы етіп көрсетті. Содан кейін жанып жатқан вилладан көршісі пайда болды. Ол Яланның үйін күнде біреу күзетіп тұрғаны біртүрлі болып көрінетінін айтты. Ал ашуланған Ялан оған үндемеуді бұйырды. Көршісі алаңсыз қалып, тағы бір маңызды анықтаманы айтты. Виллада өрт шыққанда, ол Яланның үйден жалғыз жүгіріп шыққанын көрді. Кейінірек ол виллада вегетативті күйде болған тағы бір науқас бар екенін естіді. Ялан әлі де инстинктивті түрде бұл мен емес екенімді дәлелдеді. Сен мұны саған осылай айтқаны үшін ғана айтып тұрсың. Ол сөзін аяқтамай тұрып, тағы бір куәгер пайда болды. Осы кезде Ялан асығыс вилладан көлікпен шығып бара жатып, өз баласын қағып кете жаздады. Біраз уақыттан кейін ол өрт сөндіру көлігінің дыбысын естіді. Куәгерден кейін куәгер Яланның үнін өшірді. Сол кезде Санюй алға шығып, Яланнан: «Сен шынымен бұрынғы күйеуіңді өлтірдің бе?» деп сұрады. Ялан жүйке күйзелісінің алдында тұрғанда, инстинктивті түрде өзін қорғап, «Мен оны өлтірген жоқпын» деді. Дәл осы сәтте Джаленнің шынайы махаббаты Джек пайда болды. Ол есінен танып бара жатқан әйелге жақындап, оны құшақтап алды. Бұл қаскүнемді көрген Саню ашуланып кетті. «Сен шынымен біреудің қасиетті үйлену тойына кедергі жасағың келе ме? Бұл жерден тезірек кет». Джек те қажет емес екенін айтып, наразылығын білдірді. Ол да саған ұнайтын әйел еді. Осылай деп, Джек Яланды алып кеткісі келді. Осы кезде дизайнердің әпкесі пайда болды. Оны Ялан өлтірді. Ол ашуланып Яланды сөкті. Бұл жылан әйел ағасының дизайн жетістіктерін ұрлады. Оның жалғыз ағасының өліміне себепкер болғаны былай тұрсын. Ялан, сенің ағаң менен тәуелсіз өз-өзіне қол жұмсады деп мәлімдеді. Мисс Пак ағасының сені қатты жақсы көретінін қуана айтты. Жазбада Ялан дизайнерді өте жағымсыз сөздермен балағаттады. Ең ренжітетін сөз тіркесі: «Мен сені емес, сенің дизайныңды жақсы көремін» деп бірден қонақтардың наразылығын тудырды. Мына сұлу әйелдің сырт келбетінің астында қандай жауыз жүрек жатыр. Осы кезде Мисс Пак сөзін жалғастырды. Сол кезде Санюйдің жол апатынан қалған қара жәшігін мен сенген адам жөндеп берген. Біз сене алатын қандай да бір белгілер бар жоғын білмеймін. Көліктегі Ян мен Санюдің төбелескен дауысы үлкен экраннан естілді. Ялен өзінің жақсы көретін адамының Джек екенін айтты. Сан Ю Джек оның жақсы ағасы екенін айтты. Сан Юның сол кезде де истерикада болғаны анық. Шындықтың көзіне қарап, Ялен шыдай алмай жерге құлап түсті. Дәл осы сәтте Джаленнің қайын атасы пайда болды. Ол бұрынғы келініне ұлына осылай істегені үшін ашуланып сөгіс берді. Ол күйеуін өлтіріп қана қоймай, қайын атасының отбасының барлық мүлкін тартып алып, қайын атасының отбасын қуып жіберді. Ол бұл үшін күн күркіреп қалудан қорықпай ма? Енді Джален мұны әлі де қайын атасының қастандығы деп санайды. Дәл осы сәтте Молли пайда болады. Ол өзінің соңғы айғақтарын беретінін айтады. Джек оны тоқтату үшін жүгіріп келіп, кейін өкінетін нәрсені жасамауға көндірді. Молли ашуланып, Саню отбасының қайғы қасіретін тым жақсы білетінін айтады. Ол бұрын Санюға қарайтын медбике болған. Ян оған вегетативті күйде болған күйеуіне қандай да бір ем көрсетуге тыйым салды. Санюдің өліміне Ялан кінәлі болды. Шошып кеткен Ялан сүйген адамын ұстап алды. Ол мұның бәрі оның қолынан келмейтінін әлі түсіндіріп жатты. Олардың бәрі оны жақтады деп жауап берді Сан Ю. «Мен саған сенбесемше?» деді Ялан сүйіспеншілікпен. «Тек көзіңді жұмып, құлағыңды жұмып, саған не айтатынымды тыңда. Енді үйлену тойының маңызы болмайды. Осы жерден кетіп, жаңа өмір бастайық». Күтпеген жерден Саню ашуланып Яланды сөкті. «Сен жиіркенішті, зұлым әйелсің. Мен сенің қылмыстарыңды жария етемін. Сонда сен жазаланасың». Осы кезде Саню бүкіл отбасының көзінше Яланды таудың басынан аңғардың түбіне итеріп жіберді. Ғимараттың сыртында полиция мен тілшілер ғимаратты қоршап алды. «Сен полицияға тапсырыласың деп үміттенеміз». Бұл Санюдің Яланға берген соңғы қасиеті еді. Осыншама азаптан кейін отбасы ақыры өлімнен қайта тірілген Санюмен қайта қауышты. Төраға мазақ етіп, «Сен жетімсің бе?» деп сұрады. «Неге әкеңнен көмек сұрамадың?» Төрағаның әйелі қайта тірілген ұлына қарап, аналық махаббатын тия алмады. Ол әлдеқашан сынған болатын. Саню осы сөзбен қайтып келгені үшін кешірім сұрай берді. Екінші жағынан, Ялен оны күзетіп тұрған ағасы Санюге: «Біз полиция бөлімшесіне бара жатқандықтан киімімді ауыстыруға рұқсат етіңіз» деді. Санюдің ағасы Яланға ешқандай қулық, сұмдық жасамауға кеңес берді. Бұл кезде Ялан әлі де қашып кетуді ойлады. Ол өзінің шын ғашығы Джекке бұл жерден қашу керектігін айтты. Олар шетелде жүргенде Саню оларға ештеңе істей алмайды. Олар қоштасып, ажырасып кетті. Ялан киімін ауыстырып, басқа біреуге айналды. Ол Синаның ағасының назарынан тыс қалу үшін басқа қалыңдықтың құрбыларымен араласып кетті. Есі кеткен ағасы ақыры қашып бара жатқан Яланды тауып алды. Джек Яланды лифттің қашықтағы кіреберісіне апарып, сүйген әйеліне төлқұжатының көлігінде екенін және оны алып кету керектігін айтты да, ол шыққан бойда ұшаққа отырды. Өйткені ол онымен бірге жүре алмады. Джек біреудің Яланның жолына түсуіне жол бермеудің жолын табу керек еді. Ол Яланды шығарып салған бойда Санюаның ағасы оның артынан қуып, Джекпен төбелесіп қалды. Санюйдің ағасының ашуланған ашуы ақыры басылды. Ол жұдырығын бұрынғы ең жақын досына сілтеді. Джек лифтті қатты күзетіп,
Яланға қашуға біраз уақыт берді. Ялан қашып кетті де, Джек бұйырғандай көлікке қарай беттеді. Бірақ ол билетінде төлқұжатын да таба алмады. Ялан көліктен түсіп іздеуді жалғастырды. Дәл осы сәтте Молли билеті мен төлқұжатын алып келді. Ялан оларды алу үшін қолын созды. Деді Молли ашуланып. Сансыз қылмыстар үшін жауапкершілік сізге жүктеледі және сіз әлі де шетелге қашып, жазасыз қалғыңыз келеді. Мен Санюдің бақылаушысы ретінде шетте тұрып, не болып жатқанын бақылай алмаймын. Содан кейін Ялан Моллиді басқа адамдардың істеріне араласпауға көндірді. Молли бас тартқан кезде, ол оттықты алып, Еленнің ұшақ билеті мен төлқұжатын өртеп жіберді. Қазірдің өзінде үрейлене бастаған Ялан ашуланып, Моллиге қарсы шара қолдануға дайын жағымсыз сөздер айтты. Бірақ келген Саню оны дер кезінде тоқтатты. Саню ашуланып, менің әйеліме тиіспе, деді. Мұны естіген Яланның жүрегі жарылып кетті. Жеңілгенін мойындағысы келмей, Ялан Сананы қайтадан тауып алды. Саню әкесінен алған материалдарын алып шықты. Яланның ата-анасының қайтыс болуы жазатайым оқиғаның салдарынан болды. Ал отбасы өтемақы алып, оны растайтын құжаттарға қол қойды. Бірақ Ялан бұған сенбеді. Дәл осы сәтте Молли Санға телефон соқты. Саню Моллиге той көйлектері дүкеніне барып, оны күтуін айтты. Олардың телефонмен сөйлескенін естігенде, Ялан одан бетер күйзеліске түсті. Ол жақсы көретін жігіт басқа әйелге үйленбекші болды. Ашуланған Ялан Синюмен бірге өлетінін айтты. Ол басқа әйелге өзі ала алмайтын еркекті алуға рұқсат бере алмады. Үрейленіп, екеуі бір-біріне жабысып қалды. Бақытымызға орай, көлік жол жиегіне тоқтады. Ялан әлі де ер адамнан кешірім сұрады. Ол ғашық болып, оған көмектесе алмады. Саню бұл сөзді жиіркенішпен аяқтап, жүрексіз кету үшін артына бұрылды. Ялан қайғысын тағы да жек көрушілікке айналдырды. Артына бұрылып, Моллиді көлікке азғыру үшін біреуді жіберді. Ялан Санюдің үйленуіне жол бермеу үшін Моллиді ұрлап кеткісі келді. Джек Яланға әпкелерімен кездесуге келіскенін айтқан кезде көрініс өзгерді. Және олар кешкі сағат 6-да кафеде кездесуге келісті. Кафеде ол 25 жылдан кейін көптен бері жоғалып кеткен әпкесімен кездеспекші болды. Яланның қатты қуанғаны сонша, ол кішкентай қызыл аяқ киімін құшақтап алды. Дәл осы сәтте Саню оған жүгіріп келіп, Моллидің қайда екенін сұрады. Джек те бұл жаңалықты естігенде таңғалды. Саню кездейсоқ Яланның қолындағы кішкентай қызыл аяқ киімді көрді. Ол кімнің аяқ киімі екенін сұрады. Өйткені ол Моллиді бұрын осындай жұпта көрген. Ол Моллидің кездесуге келе алмайтынын түсінді. Бұл кезде Джек те бұдан былай жасырғысы келмеді. Және екеуіне Моллидің көптен бері көрмеген Яланның көптен бері жоғалып кеткен әпкесі екенін айтты. Жылдар 25 жыл. Бұл хабарды естіген Ялан мен Саню оны қабылдай алмады. Ялан өзінің жауын тауып, одан кек алуға бел буды. Бірақ оның әпкесі жауына көмектесіп жатқан. Оның үстіне екі әпкесі де бір жігітке ғашық болып қалады. Ялин бұл шындықты қабылдай алмады. Оған әр қадам сайын қарсы тұратын Моллидің көптен бері жоғалып кеткен әпкесі болып шығуы оның ойына да келмеді. Моллидің қорлауы мен Моллиге не істегені туралы ойлағанда, Ялин қатты қиналады. Құдай маған қулық жасап жатыр. Дүниедегілердің бәрі маған қарсы. Дәл қазір солай. Ялин қатты қиналып жатыр. Саню анасынан Молли туралы неге айтпағанын сұрады. Оның анасы әлі де екіұшты болды және Санюдің Моллиге үйленуіне үзілді-кесілді қарсы болды. Екінші жағынан, кабинада қамалып қалған Молли құтылудың жолын іздеді. Осы кезде оған Ялан жүгіріп келді. Моллидің биік тұрғанын көріп, ол өз қауіпсіздігі үшін қорқып кетті. Осы кезде Молли Яланның келе жатқанын көреді және бұл оның Яланның оны осында қамап қойғанына күдігін растайды. Молли одан бетер толқып, орындықты алып, әйнекті сындырады. Ялан төменде, ол қауіп туралы үрейлене айқайлайды. Дәл осы сәтте Саню Яланның соңынан еріп, кабинаға да келеді. Моллидің қобалжығанын көрген Саню оны абай болуға және қозғалмауға шақырады. Моллидің қауіпсіздігінен қорқып, Ялан оны лақап атымен атайды. Молли мұны естігенде шошып кетті. Содан кейін Ялан олардың апалы сіңлілі екендігі туралы шындықты ашты. Содан кейін ол екеуіне ғана тиесілі кішкентай қызыл аяқ киімді суырып алды. Оның осы зұлым әйелдің әпкесі екенін естігенде Молли қатты шошып кеткені сонша, ол өзін өзі басқара алмай жерге қатты құлады. Ауруханада Елен әлі күнге дейін Моллиді ата-анасынан кек алмағаны үшін емес, жауының ұлына ғашық болғаны үшін ұрсады. Ақ көңіл Молли әпкесінің ұятты қылықтары ата-анасының беделіне нұқсан келтірді және оның әпкесі тек өзін кінәлау керек деп санайды. Ялан ашуланып тағы да шабуыл жасамақ болды. Бірақ оны бөлмеге кіріп кеткен Саню тоқтатты. Саню ашуланып өзінің зұлым бұрынғы әйелін жазалайды. Сен тіпті әпкеңді ұрғың келе ме? Сенің кесіріңнен ауруханаға кім түсті? Сен тіпті адамсың ба? Ялынды жеңуге болмайды. Сен менің жүрегімді ұрлап алған соң өз әпкеме тұрмысқа шыққың келе ме? Бұл одан да қатыгез емес пе? Екі апалы сіңлілі де жауының әулетінің ұлына ғашық болып қалады. Джек Моллиді тауып алып, одан Ялан үшін көкке араша түсуін өтінді. Тек Синюдің кешірімі ғана Яланды қылмысы үшін заң бойынша жазадан құтқара алады. Молли Яланның әпкесі болса да, оның барлық жаман істеріне куә болды. Ол Яланды ешқашан кешіре алмады. Ол Джектің өтінішін үзілді-кесілді қабылдамады. Келесі күні, екінші күні, Ялан Моллиге тағы да кедергі жасады. Ялан Моллиге Синаға үйленбеуді бұйырды. Молли олар апалы сіңлілі болса да, болашақта бір-бірін танымайтындай кейіп танытатынын айтты. Ашуланған Ялан Моллидің қолынан үйлену тойына арналған керек жарақтарды алып, жерге лақтырып жіберді. Оның мұқият дайындалған заттарының жойылып жатқанын көріп,
Молли зұлым әпкесіне ұрысып қалды. Ялан өзінің сіңлісіне, жаудың отбасы мүшесіне тұрмысқа шығуға рұқсат бере алмайтынын тәкаппарлықпен айтты. Үйлену күні Сан Ю мен Молли бақыттан жарқырап тұрды. Екеуі де бүкіл отбасының көзінше қанағаттанарлық қорытындыға келуге жақын болды. Дәл осы сәтте Ялин мен Джек пайда болды. Төраға оларды ашуланып жазалады. Сіз бұл оқиғаның не екенін түсінбейсіз бе? Осы уақытқа дейін қалай қиындық тудыруға болады? Яланның айтуынша, оның бұрынғы үйлену тойында да шақырылмаған қонақтар көп болған. Содан кейін Жаленнің бұйрығымен төрағаның бұрынғы бағыныштысы пайда болды. Ол Жаленнің ата-анасының жол-көлік оқиғасы адам қолымен жасалғанын айтты. Біреу жүк көтергіштің бұрандасын әдейі босатып, Жаленнің ата-анасының өліміне әкеп соқтырды. Ялан керісінше, басқарма төрағасының бұрандаларды араластырғанын талап етті. Шындықты білген Молли сабырлы емес еді. Содан кейін Жален сол жылы қайтыс болған ерлі зайыптылардың екі қызының да осында болғаны туралы хабарды жеткізді. Сахнада тұрған Молли басқа қызы болды. Бұл хабарды естіген төраға шошып кетті. Саню жасыруға тырысқанын Ялан әлі де ашты. Осы кезде төрағаның қан қысымы күрт көтерілді. Молли мен Санюдың үйлену тойы болмайтыны анық еді. Экран өзгеріп, барлық кінәні төраға өз мойнына алды. Жерге құлаған әйелі Лаки мен күйеуінің сүйіспеншілікке толы жағын көрді. Ауруханада бүкіл отбасы шаршаған анасын кінәлады. Операциядан кейін дәрігер отбасына науқастың омыртқасы зақымданғанын және қалған өмірін мүгедектер арбасында өткізуге тура келетінін айтты. Мен аурухана төсегінде әлсіз отағасын бақылап отырдым. Анасының жүрегі қатты ауырды. Түннің бір уағында төраға жүрегінде жасырған сырын ашты. Ол әйелі мен қарамағындағылардың қарым-қатынасы туралы бұрыннан білетін және Джектің олардың жалғыз баласы екенін білетін болып шықты. Ол да Джекке әрқашан өз ұлындай қарайтын. Күйеуі оны ұзақ уақыт бойы жасырып келген. Әйелі ризашылық белгісі ретінде тізерлеп отырды. Оның 25 жыл бойы жасырып келген сыры ешқашан ашылмаған. Келесі күні Жален мен Джек ауруханаға барды. Жален төрағаға оның белінен төмен сал ауруына шалдыққанын білген соң, оның отбасы жасыруға тырысқан жаңалықты айтты. Төраға шин оны қабылдай алмады. Ол өмір бойы сондай күшті болды. Қалған өмірін мүгедектер арбасында қалай өткізуге болады? Енді күйеуін ренжіткісі келмейтін төрағаның әйелі Джекті тауып алды. Ол ұлынан тоқтауын өтінді. Бірақ Джек бас тартты. Шарасыздықтан әйелі жүк көтергіш бұрандаларды бүлдіргенін айтты. Өйткені Еленнің ата-анасы төрағаның әйелі мен оның арасындағы қарым-қатынас туралы білетін. Джектің әкесі. Ол құпияны жасыру үшін Еленнің ата-анасын сахналық апатта өлтірді. Бұл жаңалықты естіген Джек біраз уақыттан бері оны қабылдай алмады. Сол күні кешке төраға Джектен өзінің өткені туралы бұрыннан білетінін сылтауратып, оны сыртқа шығаруды өтінді. Төраға Джекке өзінің туған ұлындай қарауға бар күшін салып, оны ең жақсы университетке жіберіп, оған аурухана ашты және Джекке бөлек мұра қалдырды. Төрағаның оған деген сүйіспеншілігін білетін Джек әрқашан тағдырдың әділетсіз екеніне сенетін. Оның отбасының сүйіспеншілігіне бөленбеген нәзік жүрегі жарылып кетті. Ялан Моллиді тауып алады. Ол әлі күнге дейін әпкесін оның жағына шығып, қайтыс болған ата-анасынан бірге кек алуға көндіреді. Ақ көңіл Молли адамдардың өлімнен қайта тіріле алмайтынын және өшпенділіктен соқыр бола алмайтынын айтады. Ауруханада ханым төрағаға өзінің жасаған қателігі туралы айтады. Жаленнің ата-анасын өлтірген қылмыскер ханым екені белгілі болды. Ян бұл таңқаларлық жаңалықты естігенде тынышталмады. Жек көрушіліктен соқыр болған Жален әйелді асығыс ауруханадан алып шықты. Бұл әлі де сол кішкентай саятшылық еді. Ян әйелді осында өмірін аяқтауға зорлықпен мәжбүрледі. Енді сенің басқа амалың жоқ. Осылай деп, ол әйелдің алдына бензин толтырылған пластик шелек қойды. Жақсы ниетті әйел тізе бүгіп, Жаленге қателіктерін шын жүректен мойындады. Ол Жаленнің кінәсін күшейткісі келмеді. Ол бұл дүниені басқа жаққа тастап кетер еді. Алайда Жален агрессивті болды. Ол қазірдің өзінде көптеген қылмыстар жасады және бұл оған мән бермеді. Ханымның бір шелек бензин алып, үстіне құйып алудан басқа амалы қалмады. Осы қиын сәтте Молли мен Саню уақытында келді. Саню анасының зорлық-зомбылыққа ұшырағанын көргенде қобалжып, ашуланды. Молли әпкесін оның жеткілікті қылмыс жасағанына сендірді. Алайда Ялин мұны тоқтатуға бел байлады. Келесі күні, екінші күні Молли де бір шелек бензин алып, үстіне құйып жіберді. Деді ол көзіне жас алып, менің ата-анам енді арамызда жоқ. Мен әпкемнің түрмеге түсіп, мені жалғыз қалдырғанын қаламаймын. Сіңлісі үшін уайымдап жүрген Ялин бұл көріністі көргенде бас тартты. Осыдан кейін екі апалы сіңлілі де өткенді еске алып, болашақты елестетті. Уақыт өте келе оларды байланыстырған байланыстарда сейілді. Отбасы барлық реніштерін ұмытуға бел буды. Саню әпкесінен сөгіс алды. Ол қатты қиналғаннан кейін ағасы Яланды оңай жібере алар ма еді? Санхуи Яланды осылай жібермеуге бел буды ма? Ол Сан Юнның төсекте қалдырған флеш дискісін және онда Яланның заңсыз әрекеттерінің дәлелдері бар екенін көрді. Екінші жағынан, төрағаның әйелі Джекті тауып алып, оған отбасы Яланды жіберуге шешім қабылдағанын және Джек Яланды оны жіберуге көндіре алады деп үміттенетінін айтты. Жек көрушіліктен арылыңыз және бірге жақсы өмір сүріңіз. Полиция бөлімшесінде Шен Юнның әпкесі ұрланған флеш дискіні полицияға тапсырып, Яланның жауапқа тартылатынына үміт білдірді. Дәлелдемелерді алған полиция тез әрекет етіп, Яланды іздеуде деп жариялады. Бұл хабарды алған Ялан тек бетперде киіп, полициямен кездесуден аулақ бола алады. Камера бұрылады. Әйел отбасымен қоштасып, сыртқа шығып,
таза ауа жұтқысы келетінін білдіреді. Киімін ауыстырып, алыста жасырынып жүрген Ялин отбасының қимыл қозғалысын бақылайды. Әйел көлігімен жолда жоғары жылдамдықпен келе жатыр. Ол тежегішті басқан бойда әдеттен тыс нәрсені байқайды. Үрейленіп, көлік жол бойындағы шлагбаумға соғылады. Осыдан кейін бірден үлкен жүк көлігі көлікке соғылып, уақытында тоқтай алмай, әйел қаза тапты. Бүкіл отбасының жүрегі ауырады. Тіпті әрқашан батыл төраға да көзіне жас алды. Джек оған алыстан қарады. Ол кек алу үшін биологиялық анасын іздеді. Ал жүрегі ауырып, жарылып кетті. Ол көргеніне сене алмады. Көрініс өзгерді. Джек полиция шақырып, Джаленді бөгеп тастады. Ол ашуланып, Джаленнен неге бұлай істегенін сұрады. Бәрі дұрыс бағытта жүріп жатыр. Ол неге төрағаның әйелін өлім жазасына кесті? Ялан әрең сөйледі. Келесі екінші. Яланды теңіз жағасында полиция қызметкерлерінің үлкен тобы бұрышта ұстады. Енді ол өзінің жек көрушілігінен арылып, әпкесінің қасында болғысы келді. Джек Яланды көндіру үшін оған абайлап жақындады. Алайда Ян тайып, теңізге құлап кетті. Баспанада директор Моллиге құжатты берді. Бұл Яланның бұрын сіңлісі үшін жасаған өлім туралы куәлігі болып шықты. Осылайша Молли Санюмен еш алаңдамай бірге бола алады. Екінші жағынан, Саню әлі күнге дейін анасының кездейсоқ өлімін тергеп жатыр. Жөндеу шеберханасының қызметкері тежегішті әдейі алып тастауға рұқсат берген осы әйел екенін айтты. Мұны естіген Саню анасының күнәсін өтеп жатқанын түсінді. Бірінші рет анасы Яланның ата-анасының жүк тиегішін бүлдірді. Бұл жолы күнәларын өтеу үшін ол өз көлігін бүлдірді. Келесі күндері Джек ешқашан ешбір әйелге үйленбеді. Ол жыл сайын анасы мен Яланға уақытында құрмет көрсететін. Өмірде біз қалағандай жақсы емес, көптеген жақсы нәрселер бар. Біз жасай алатын жалғыз нәрсе эмоцияларымызды үнемі бақылауда ұстау және батыл алға жылжу.